Kişi gürlep turgan Üçtay portunda bugün karabiller koymuşuluğu, koşup ketken balıkçılar jurtunda jatar jayrap kemilerдің sınığı. Keme sülderine suyanıp turman teniz taşlap ketken eski жағада. Көне жағыстағы қалған дачаның қарауыл қарысын тыңлап қарасаң, базда Üçtay беттен самал ескенде қорқынышты сестер келеді дейді. Жиннің ойнағындай от жағып түнде біреулер шуласып жүреді дейді. Шырпылдасқан қамшы сесі шыққанда, ыңырсып жылаған еркек дауысы құлағыма тал-тал келеді сонда. Кімлердің күлкісі, қан қауырлысы. Мүмкін бұл иесі шығар теңіздің жазала батырған günahkarlarda. Arkadan yeseden mi ayazlı saman, Yendi kaytıp kelmese ketken tırnalar. Adam zattan yenden su ıskan arar. Bu yıl bahar keşke de sevda, de sevda. Tobalasa erkebe kışlı ağısı, Deryalar tenizgene jetanmaz eken, Teniz taşlap özmen gülük jağısı, Takdirine lazım yetanmaz eken, dostlarım. Balık oynar şalkara sudan tısında, Teniz alıp ketken balık kusunda, Adamın yengezen jeri usunda, Öz vatanın taslaba ketanmaz eken,
susuz kalgan balıktan sensiz kırda jasap savab olamaz. Ассалаумалейкум, азиз мейманлар, хақиқи көркем өнердің қадірін білген қадірлі ықыласпенділер. Жас күннен басылап, осы күнге шекем сахнадан түспей кетірған, шығарған қосқылары қайта дүнияға келіп тыңлаушыларының құлағының құршын қандыр батырған. Өнеріне пидайы ел сүйген қосқышы Қарақалпақстан халық артисті Дәлбай Мамбетмұратовтың 75 жылдық юбилей кешесіне қош келдіңіз. Қадірлі меймандар, юбилярымызды құттықтау үшін сахнаға Қарақалпақстан Республикасы Жоғары кеңесі комитет басшылығы Мұрат Өтепбергенович Атамұратовты, Қарақалпақстан Республикасы мәдениет министрі Бегіз Жұмабаевич Темірбаевты, Қарақалпақстан Республикасы Нұрани қоры басшылығы Тұрсынбай Әбдіжаппаровларды мұрат етеміз. Ассаламу алейкум, құрметлі лаз қатысушылары, ассаламу алейкум, құрметлі меймандар. Туысын айтатын болсақ, Далабай ағамызды жүдә бүтін халық қала берсе, біз қатары жасылар, оның дөретпелерінде, қосықларында үлкейгенбіз, ойнап өскенбіз, үлкен басшыларды өткенбіз. Соның үшін біздердің жүрегімізді, бүтін халқымыз жүрегімізді дайым қалады. Бір жағынан қуанамыз, Далабай аға бүгін міне тілімізден бармай 70 жылдық юбилей деп айтуға көрінсіңіз жас. 40 жастыға жігітлі болып жүрсіз. Дегенменен дайым сөйтіп жас болып жүре берің, біздерді мен қатардай болып жүре берің, алдымызда аман болың. Құрметті лаж қатысушылар, мен енді рұқсатыңызбенен ақсақалымыздың жоғары кеңес басшылығы Алмат Тілеубаевичтің өзінің құттықтауы бар еді, соны оқып өсіруге рұқсат бергейсіздер. Құрметті Далабай Жұмағалиевич, сізді Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі атынан құтлы 70 жасыңызбенен қызғын құттықтаймыз. Халқымыз сізді мәдениет һәм көркем өнер тараулары пыдайысы, хош ауаз қосқышы, тәжірибелі ұстаз сипатында жақсы таниды һәм айрықша құрмет етеді. Ұзақ жылдық минет жолыңыз давамында Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрында хор артисті болып, минет жолыңызды бастаған болсаңыз, кейін алып Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік филармониясына қарасылы 40 қыз эстрада ансамблінде қосқышы солист, Айқұлаш Қарақалпақ милли этнография ансамблінде солист болып ішлеп, өзіңіздің жағымды хауазыңыз, кең диапазоныңыз, атқару шеберлігіңіз һәм айрықша талантыңыз менен ажыралып кетірғаныңызды айрықша атап өтеміз. Өткен жылдар давамында өзіңізді зеректілігіңіз, қосық атқару шеберлігіңіз менен милли мәдениетіміз һәм көркем өнерімізді рауаждандыруға, талантлы жастарды тәрбиелеп шығаруға қосқан салмақты үлесіңізді жоғары қадірлейміз. Қосшылық өнерінде өз жолына ие өретуші, халқымыз сүйіп тыңлайтұғын, инсандарға эстетикалық зауық бағышлайтұғын, жаслық һәм достықты,
милли қадіратларымызды, ана отанымызды жырлайтын қосқылардың атқарушысы сыпатында сізге құрметпенен қараймыз. Әсіресе дайы қыз, Тумарис, бір көрінді де кетті, сенің көздерің, сен күліп кеттің, гүл ялаңды, бақытлы ете алмадым, сені іздедім аққу, қайлардасаң ай мұхаббатыңнан һәм басқа да қосқыларыңыз халқымыз кеуінен терең орын алғанлығын мақтаныш етеміз. Милли мәдениетіміз бен көркем өнерімізді рауаждандыру жолындағы тынымсыз минетлеріңіз лайықлы бақаланып, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан Республикасы халық артисті, құрмет атақларын алу, ең тикарғысы, ықыласбетлеріңіз саны артып, халқымыз алғысына бөлену бақытына миясар болдыңыз. Құрметті Дәлібай Жұмағалиевич, сізді 70 жасыңызбенен және бір мәрте қызғын құттықтап, ұзақ өмір, бекем денсаулық, шаңырақтарыңызда амандық тілейміз. Һәм әлбетте сізден жаңадан жаңа дөретпелерді күтіп қаламыз. Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің бастығы Аманбай Төлеубаевич Орынбаев. Ақырғы қатарларына әтуар берген болсаңыз, еле де күтіп қаламыз. Жаңадан жаңа дөретпелеріңіз деген үлкен сіздерге және де есерім. Ассаламу алейкум, құрметлі қызлар, жігітлер, нұранилар, жастар. Міне бүгін бір жас жігітті 70-ке шығарып жатырмыз. Біздер нұранилар көбейсе қуана көреміз. 70-ке ұсамайды қараң. Өзі Қарақалпақстанда 2 адам бар, шашы қап-қара, 70-те біреусі Дәлібай. Енді рахмет. Барлық яқшы тілеклерді ақсақалымыз Аманбай Төлеубаевичтің құттықтауында міне айтылды. Бұның искусствоға қосқан үлесі, халықтың сүйіп тыңдайтұғының қандай қосқылар екені. Мен енді бір мұны кішкентай уағынан, жас уағынан білемен. Біздің Теберсін Өтебай Темірханов деген халық әртісі достымыз бар еді. Сол кішкентайынан ертіп келіп, бірге таныстырып, жүзі яқшы жігіт, мінездерім яқшы, тойлардан атқарулары, адамгершілігі жүда зор жігіт. Енді бір азмаз әзілем айтайық. Қансаятпенен үйлі болдың, дайы қызбенен сыйлы болдың. Енді 70-тен кейін бір жиен қыз деген қосық шығар, інімай бір. Саған барлық яқшы тілеклер. Нұрани болғаны мені құттықтап, енді бұның 70-ке шыққаны есіледі, бір шапанам жабайық. Прическам бұзылады деп қалпақтан кимеді айтайын. Ассаламу алейкум, хүрметлі меймандар, хүрметлі бүгінгі юбилей қатынасушылары, хүрметлі көркемөнер шайдалары, қосық шайдалары, бәршеңізді ұстазымыз Дәлібай ағаның юбилейінде көрісіп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Бүткіл халқымыз Дәлібай ағаны жақсы көреді, біледі, оны қанша мақтау болса да асыра айтқан болмаймыз. Ұстаз, алдымызда аман болғайсыз. Жаңа Мұрат Өтепбергенович айтқандай, біз сіздің қосықларды естіп, қала берсе айтып, халыққа аз кем болса да танылдық. Қазіргі жастарымыз сіз атқарған қосықларменен, сіз атқарған сіздің дөретпелеріңізбенен халыққа танылып жатырды. Сансыз шәкіртлеріңіз. Біз Қарақалпақ қосықшыларының үлкен ұстазысыз, алдымызда аман болғайсыз, еш уақытта қартаймағайсыз. Ізіңізге еріп жүре бергенбіз. Со 80, 90, 100 жастарында да осы ағайын туған бәрше
бүгінгі меймандармен бірге белгілеу несіп етсін. Құттықтаймыз. Енді менде де адресат бар еді, одан алдын Өзбекстан мәдениет министрі Назарбек Азатбек Ахматовичтің жеке өзінің құттықтауы һәм мәдениет көркемөнер педагогесі деген медалын маған тапсыруды бір тапсырма қылып еді. Соны бүгін һәм көпшіліктің алдында тапсыруға рұқсат еткенсіз. Мұрат Өтепбергенович, сізден iltimos етеміз, тапсырып беріңіз. Қарақалпақстан мәдениет министрлігінің атынан соңғы жақсы бар. Жасыл күлеріміз айтып отқандай, арасында да 70-ке келген адамды біз ғарры дейміз, бірақ ағамызды ғарры деуге көзіміз қимай тұр. Енді бұның сыры бар екен, жас көрінетіннің сыры. Бұл кісі ешбір отырмаған, көлік алып бір көлікте отырмаған, ұдайы азанда ерте тұрып, пәлен километр жаяу жүретұғын екен. Елеге дейін сол әдеті бар. Елеге дейін жүріп тұрсыз ба аға? Бүгінгі кешемізде де бір отыруды, наманда отырып, тамаша қарап отыруды өзіне еп көрмей атырыпты. Сіздерге азлы кем болса да бүгінде қызмет етемен деп атырыпты. Ал енді кезекте Дәлбай Мәмбетмұратовтың өзіне береміз. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Ассаламу алейкум, өрметті ұстаздар, қосық шайдалары. Енді біз енді шаппаттайымыздан сол Бәкір Кәрімбердиев деп атырған 1909-да дүнияға келген болсақ, 60-шы жылы 1960 Нөксе келгенбіз. Нөксе өстік, балалығымыз Нөксе өсті. Самаркандский деген көше бар, көне қалада бір әжайып көше біздің үшін. Сол көшеде 9-шы айда біз тұрған болсақ, 25-ші айда халқымыздың үлкен білбілзіман қосықшы Қарақалпақстан халық әртісі Дәуітбай Қайып сөйді отырды. Енді біздің қосық айтымызға да бірден бір себепші нәрсем өзім сол болды. Неге дегенде енді сол 68-ші жылдар Сағыныш, сол Ләйлім деген қосықтарын шығып жатқан уақытлары, тәйірланып жатқан уақытлары бір ойынға кетіп баратырып, тоқтап қалып соны тыңдап отырар едім. Олам себепші болған шығар. Қала берді мінекей. Бірінші қанеге, жеті қанеге өпкен профессиональный мұғалім болып келген вокал бойынша, қосық бойынша Өзбекстан Қарақалпақстан халық әртісі Ерді атында сыйлықтың лауреаты Жәннаты болсын Базарбай Надировтың қолында тәрбие алдық. Соның шапалағын жеп адам болдық, болмаса бұл дәуірге жете алмас едік. Одан қала берді, үлкен сахнаға келгеннен кейін үлкен дарғалардың қатарына келіп, бірінші филармонияға келіп жұмысқа келген уақытында афишалар тұрған екен. Афишаларды көріп мен хайрағанмын, поет Байрам Атжанов, поет Атажан Құдайшкуров, поет Тамара Дашунова, поет Гүлпашын Старымбетова, бәрі Өтебай Темірханов. Мен айттым, бұнандай болып біздер қаяққа кеп қалдым мен өзі. Бұнандай болып атымыз шығам екен, біздердің суретіміз шығам екен деген арманлар болған уақытында. Солардың шалғайына асыл Тамара Дашунова мінеке бүгінгі күнде хаят. Менің бір әжайып апам. Шалғайдан асыл осы күнге жетіп келдік. Сол үшін одан кейін келіп арасқаннан кейін бір бақытлы қосышман деп есептаймын. Мен енді бір гениальный композиторлармен жұмыс істестім. Әзірге музыкамыздың атасы, Қарақалпақстан гимнінің авторы, қанша музыкалар, қанша
шығармалары бар. Атақан композитор Нәжмәдин Мұхаммединовтың галереясында соның қосық несіне келіп кірген біз. Қала берді. Мені бірінші сахнаға Әлбайғып танытқан Дайқыз қосығының авторы өзімнің ауылдасым, өзімнің ағам, өзімнің замалласым Құрымбай Зірединов, Шарападин Пақрадинов, Қадыр Хлалов дейміз, жас болса да мысалға. Ұшылар менен, ұшылардың шығармаларын айтып, халыққа танылдық, азды кемлі, біреуден үлгеліп, біреуді кейін дегендей. Солардың патиясын алдық, солардың айтқанын істедік. Жаманан болмадық, енді аз кемді 45 жылдай уақыт сахнада жүрген болсақ, солардың үлкен пәтиялары, үлкен бізге берген ақыл насихатлары деп ойлаймын. Бүгінгі күнде кеткен иншаллардың, мысалы Байрам Ағаман Шаңғыптар, мысалы кеткен иншаллардың жайлары жәннетте болсын деймін. 70-ің асқарында тұрып солар жүрек алғым келді ядыма бүгін. Қала берді, халқымыздың ұлы шайырларымен жүра замалаш болдық, табақлаш болдық, қызметін қылдық. Өзбекстан қаһарманы, Өзбекстан Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим ағамен жүру һәм істесу бұл кісімен. Қала берді міне бүгінгі менің замалласым Қалда Дәулетзаровлар, бұлардың қосыларына музыка жадыру, бұлардың қосыларына атқарып шығу, бұл өз алдына үлкен мен үшін қуанышты нәрсе. Бұл мен 45 жыл дауымындағы істеген үлкен байлығым. Соның үшін мені ұшығынға келген, мені тыңлаған, мені һәм уақытта қолдап қатқан бұл халық. Мен һәм уақытта басып, тәжім қылғым келеді. Енді Шекспирдің бір ажайып кәпі бар. Дүнияда ең бақытсыз адам дұшпан жоқ адам дейді. Мен ойлап қалдым, дұшпан жоқ адам бақытты адам емес пе екен бұл? Десем, ол басқа екен. Сенің дұшпан жоқ екен, сен ешкімге керегің жоқ екен, значит ол. Кішкентай бір нәрсе болса саған басқа нәрсе болар еді. Сол нәрсе ұлылардың басынан өткен, біздердің басымызда өтті. Соның үшін Ибраим ағам бір несін һәмме уақытта ядымда жүреді мен. Һәмме уақытта. Дұшпаным бар, һәм бардыр қасым дейді. Дұшпаным бар, һәм бардыр қасым, қассыз адам ол сирек келер. Жақсы көрсе бір замалласын, базы бірімен жек көрер. Адам болу іс емес, аңсат, атқара алмай қаласаң бәрін, ат сүрінсең, абада жаңсақ, безер базы бір дос ер Алларым. Біразы жетпей хақына қаперімдек сені жек көрер. Тәрізі olsa ташлы жағына жақсылар да сені жек көрер. Бірақта мінезім менен сөзім оларға жақсын жақпасын, қалқым сенің жек көріңнен Құдайымның өз сақласын дейді. Енді бағанағы айтқанымдай ұлы композитор Нәжмәдин Мұхаммединовтың бір қосығы 1984 жыл Дағыстан декадасына таярланып жатқан уақытымызда мәдениет күндеріне мен қолыма түсті. Мен үлкен ұстазым, бағана айтып өттім, жәннетте болсын сахнадағы Байрам Матчанов деген мысалдар енді уақытлар жүдді кірмей деп тұрған уақытлар. 37 жас, 40 жас уақытлар енді. 44 жас екен да. Шағында тұрған уақытлар сол қосықты таярлап жатыр екен. Сөйтіп, жәннетте болсын Қайпырген Ерпілаш Юсуф деген Афған үшін секретары сол уақытлары. Сол айтты, Байрам, достым деді, сен мына қосты қой. Сен абаттың аясын айтып бара бер деді. Оны қатырасың сен. Деді, бізден шетте тұрыпсың. Атағалла Құдай берген шеге, әжайып министріміз бар еді, жәннетте болсын. Қаяқтасың ай, дәлбай, сарбала қаяқтасың деді, жүрістім ері. Мына осты айта, берме түспін еқа деді. Келдім. Сөйтіп келіп, сәлемес болғаннан кейін, Қайпырген Ерпілаш, мына бала көрсін бе мына бала деді. Қайпырген айталасың ба деді, ау деді. Шықтық та, айттық қой. Осы бала айтып барады деді. Әне жігіттің жоғарғы бір көтерілгенім һәм жүдді наказаниеге түскен уақыты болды. Неге дегенде үлкен акулалардың арасына кіріп кеттім да, білмеген алда. Зорға шықтым ғой шабақтай беп, былай. Сондай, сол қосық енді бізді көп жерге апарып тастаған қосықтың біреуі бұл енді. Соны әзір Айғұлаш ансамбльде отырған еліміздің, экскурсиямыздың, мәдениетіміздің козыры, үлкен сол ансамбльге танысы қойылған. Сол ансамбльде кейінгі 25 жылым сол ансамбльде өткердім мен. Ол жерде де мен үлкен Полат Мадриев деген үлкен гигант ақыл ақсақалым бар. Соның қасында жүріп. Соны енді қосты айтып бергім кеп тұрыпты.
Ансам білем тайым болып тұрған екен. Рахмат. Kıygılık köpük gözleri, şirinen şeker sözleri. Fırkımı bahar yüzleri, gül gibi kıza gül yanlığı. Taşı joyday körpüğü var, eşerinin mülteki yok. Merekede ataklı şok, kurkumluğu gül yanlığı. Merekede ataklı şok, kurkumluğu yok gül yanlığı. Geleleydim felek ömrüm, sen hem yandın o men hem yandım. Sen hem yandın, yandım ben hem yandım. Yandım sen hem yandın. Gül gibi kıza gül yanlığı. Laşın akşam kar yanlığı. Geleleydim felek ömrüm, sen hem yandın o men hem yandım. Sen hem yandın, yandım ben hem yandım. Yandım sen hem yandın, yandım ben hem yandım. Oyna şok şoklarga, kiyimlerin şapşaklarga, koysamız biz oynamızga, keldi davul kalksalarga. Yerli kökte çalar mısın, sılı kızga, kardar mısın, kane oyna sezar mısın, şahısındı koyset karga. İstek şapşaklarga, bakıp girdin tapsaklarga. Oynağında koyset bari, şok şok oyna oyna karga. Hatarlatsıp konup jarga, kolsak aytıp salıp korga. Kanım korda oyun oynap, şahısında koyset karga. Sen bebim peri bolar degenge Jau jaraqsı jaulap alıp bende kalar degenge Yolum түсіп барғанымда өзің жүрген шәменге Көзім жетті барлығыңа жар салайын әлемге Ізлеуіңде ділгір болған жаным саған бенде дор Пікірімде қиялымда перизадым сенде дор Пікірімде қиялымда перизадым ай сенде дор Ertektегі peri kızlar artık yemez өзіңнен Мәзе таслап қарай қойсаң егер менің көзімнен Алуан түске
сұлулықты өзіңнен ізлеріңде ділгір болған жаным саған бенде дор пікірімде қиялымда перизадым сенде дор пікірімде қиялымда перизадым ай сенде дор Зулпың тауланғанда қалтырайман қамыстай басым құрап айта алмайман сүйдім деген намыстай кеуіл құсың қайдан ұшар анығырақ таныспай көп қорқаман айтқан кәпім қалама деп алыспай жолаурыңда ділгір болған жаным саған бенде дор пікірімде қиялымда перизадым сенде дор пікірімде қиялымда перизадым ай сенде дор Алысларға көз жауыртып отыраман ойланып өтер екен тұмтысымнан қош жігітлер сайланып менде жүрмен бағлаурыңның ту сыртынан айланып қоңыраудай сыңғырлаған бір күлкіңе байланып жаным менің сыңғырлаған сезлеріңе бенде дор пікірімде қиялымда перизадым сенде дор пікірімде қиялымда перизадым ай сенде дор жолаурыңда ділгір болған жаным саған бенде дор пікірімде қиялымда перизадым сенде дор пікірімде қиялымда перизадым ай сенде дор перизадым сенде дор перизадым сенде дор бір қалыңлау тона келді соны рахмет саған алдыңа кел рахмет насыр фото түсек пе іздеп жүретін фотомыз саламат бол рахмет алдыңыз аман бол рахмет бұл шашты не бұзбайтын не ғой алдымызда аман болың ұстандай әмме уақыт ұстаздарымыз бақытымызға аман болсын осы ұстаздарымыздың арқасында сол шалқып жүргендеріміздің барлығы солардың дуаларының фатияларының арқасындайсыздар рахмет бүгінгі байрамдарыңызбен құттықтаймын рахмет Özgelerge özgermedi
Yüreğini tiksindirsin oynaymana. Kaylardaşısın bilsin oynaymana. Assalamu alaikum qimmatli kеше qatnashuvchilari. Mine bugun Dalbayjonning yubiley endi 70 ga chiqdi deb aytуга bo'lmaydi. Ele bizlarga 50 yoshdaga жетті. So'ng uchun hammangizga qadamlaringiz qutlu bo'lsin deymiz. Dalbayda mening o'zim Serxosh Bülbül ağamız Davutbay Qayıp'tan keyingi kelген Qaraqalpaqtың iqbalına, baxtına жазылған ең suyukli lirik qo'shiqchi deb bilaman. Men bir qancha qo'shiqlari bor, biri-birining o'tadi. Xalqimizning allaqachon keyindan joy olib, bizning fonetikamizni o'zining rang-barang repertuarlariмен to'ldirgan inson. Men o'zim qo'shiqchini yaxshi ko'rmaydi deb aytaveradi. Qo'shiqchi yaxshi qo'shiqchini tan oladi. So'ng uchun men Dalbayda eng suyukli yigitlarning ishindagi izningen chakirtlar yerib keltiribdi. Biroq eli Dalbayning dal o'zi bo'lib basib ketadigan yigitlar chiqib atgan yo'q. So'ning uchun oldimizda ham ustoz bo'lib, ham shunday serxosh, havas bo'lib, manga жасап жүрө бергейсің, жасыңа қосылғай. Зор денсаулық тілеймін, ilham yosh тілеймін. Ері де жақсы қосыларды дөреті біздің халқымызға қызметлер ете бергейсің. Bir türlü koşsan da bir. Rahmet. Rahmet. Endi Zikali Kolej, burungi uchilishga deymiz vaqtlari. Men 10 klass bitirib shu yerga keldim. O'qqa 8 bitirib keldi u. 8 klass. Ularning vaqtlari juda opitniy qo'shiqchiga aylanib ketgan. 4-klassdan Mehribonim mana degan qo'shiqni aytib, kimsang bozor bo'lib turgan vaqtlari endi. Va shu davrlardan taniymiz, shu davrlardan azizimiz va xalqimizning bir ajoyib ustoz Qarabağstan Qalğarchi Ilish Qo'jametov degan yoshning qo'lida ta'lim oldi. O o'qidi. Söyleyip biz armiyaga ketib, armiyadan qaytib kelsak, olib ketgan ekan u qizni. Soda urilib mana qo'shda yodma tushib o'tiribdi.
odaslaydı şöreke Sol bir жұлдызлардың armanı var mı? Aytın жұлдызлардың armanı var mı? Ассалаумағалейкум. Неге Қарақалпақстан халық артисті үлкен неге кейінгі қосшы, жас қосшыларымыздың неге бай терегі, Базаргүл апа айтқандай лирик қосық, ұстазымыз Дәлібай аға Мәмбетмұрат бүгінгі юбилейі оң болсын, және үрметті алдымызда. Сол неге жас жігіттей болып, әмеші жүре бергейсіз, еш уақытта шаршамағайсыз. Енді шапан тон болмайды. Жол болады деймін. Ya Naqshbekka sal qalin olgan, mana yazda keldim bir shapon bo'lsin deb juqalog'ini oldik biz. Yaxshi. O'shani men qutlaman deb o'ylayman. Endi bularni kechgacha qo'yisham pensiyaga, armanda bularni. Ya, armani bormi degan so'mi? O'ng bo'lsin ağa. Rahmat. Javob bo'lib unaga yura bergaysiz oldimizda. Saqal qo'ymagan so'z jas bo'lib yurgani. Qanlarda bo'la bermaydi ko'p saqal, oldimizda omon bo'ling aq saqal degan. Akidebe rahmat. Endi Muborak bo'lsin. Usta, shogirdlarning arasida endi ko'pisi shunday Baxtiyorjon endi sol endi bizning qo'shiqqa bizning nega asosdan pul keldi. Hozirgi endi yerimizning ulkan ajoyib qo'shiqni aylanib keltiribdi. Omon bo'l qo'shim. Salomat. Rahmat, sog' bo'ling. Рахмет. Бүгінгі кеше режиссерлар тарапынан жүдә жақсы шөлпем естілген, бірақ режиссерлардың бір қатесі болды деп тұрман да, бүгінгі кешеге басылаушы қоймау керек еді негізі. Өзі бәрін бір апшағатуына ағамыз еді. Ал енді құттықтау кезегі Нажмадин Мұхаммадинов шаңыраға атынан композитор Қарақалпақстан Республикасына мейнеті сіңген көркемөнер қайраткері Абадан Сапароваға береміз. Мархамат. Дәлібай жетістікке шығып атырыпты дейді. Мен Дәлібайды кішкентай жасынан бастап білемін. Біздерге елі бала. Бағана Тұрсынбай Нұрани айтты ғой. Бұл елі бала. Ағаңам айтып жіберді. Елі бала ғой дейді. Сондай міне бір жыллары, бір 5-6 жыл, 7-8 жылдың ажағында ағаң Сүт театрда 80 жасқа шыққан юбилейін өткерді. Сол уақытлары бір 2 күн бұрын Құдағай звонок етті. Сөйтіп айтты, ал Құдағай деді, міне жасыл көдің 80-ге шығып атырыпты, құтлы болсын, бірақ көз тимесін деді. Содан кейін маған бір қызық болды. Бұл кімнің көз тиеді екен деп. Сөйтіп, мен айттым, ал Құдағай кімнің көз тиеді дедім. Енді жас қосықшы қызлар көп қой деді. Ол айтты. Мен айттым, мен қызлардан қорқпаймын, мен қорсам, сол кемпірлерден қорқамын дедім. Сондай, Гүлшехра, қызлардан қорқпа, кемпірлерден қорқ енді. Енді міне Дәлібай туылған күнің құтлы болсын, жасыңа жас қосыла берсін. Бағана сен айтып отырсаң, Байрам Матчанов, Атажан Құдайшүкуров дегеннен кейін, міне солардан кейін нағыз миллеті Қарақалпақ халық қосықшысы бұл Дәлібай Мәмбетмұратов. Себебі бұл халықтың қосықшысы. Халықтың қосықшысы дегені әр бір үйдің, әр бір шаңырақтың балалары, қызлары Дәлібайдай қосықшы болсақ екен дейді. Дәлібайғадай болсақ екен деп арман етеді. Міне біздің халқымыз бір намаз сүйер халық. Жақында ғана міне Индияда біздің қобызымыз, қарүйіміз сол тізімге кірді, ЮНЕСКО-ның тізіміне. Бұл үлкен мақтаныш. Сонымен бәріңізді құтлықлаймын. Құдайым елімізге құтлы болсын. Өткен жылы Ажнияз бабамыздың ЮНЕСКО кіргені, биыл қобызбенен қарүйдің тізіміне кіргені бұл үлкен бақыт халқымыз үшін. Себебі халық бұл тәрезі, халық біледі. Халықтың арасында неше бір дастандар шыққан, неше бір алпамыстар шыққан, едігілер шыққан. Міне әзір Дәлібай Мәмбетмұратов. Жақында ғана Гүлхати Шайымбетова өзінің концертін берді. Халық сыймай қалды. Бұл қандай біздердің қосықшыларымыз бар, қандай біздер. Бір опера қойған күндері Ташкенттен 7-8 композитор келді, Ажнияз операсын көруге. Сонда айтты, бұл сіздің халқыңыз деді, қанақа халық деді.
Операны түсінетін халық деді зрительдеріңіз. Себебі деді, күлетін жерінде күледі, қайғыратын жерінде қайғырады. Бұл деді сахнамен тең жүріпті деді. Ане сондай халықпыз біздер. Себебі біздердің дастандарымыз бар. Солардың дастанлардың бәрін жырлайтұғын жырау бір өзі, бір театр. Кеше міне Баудин Баймырзаев айтты телевидениеден. Міне сондай. Соң үшін Дәлібай саған беккем денсаулық тілеймен. Ажағаң айтып жіберді. Дәлібайға беккем денсаулық тіле деді. Со дауысы елеге дейін. Еле дауыс жаңа сен ашылып атырыпты. Ашылып атырған уақыт. Ашылып атырған уақыт. Себебі қосықшы 70, 80, 90, 100-ге шыққан уақытында міне қосықшы болады. Сол уақытлары үлілі қосықшы болады. Міне Дәлібай еле көрерсің. Міне ұсы отырған жерлерде, ұсы сахнада міне халқымыз отырыпты. Бұлардың бәрі сенің шәкіртлерің. Бұл қандай жақсы. Жаңа жылдың алдында юбилей өткеру деген. Бұл әркімге несіп ете білмейді. Тек Қаралпақ халқына несіп ететін шығар деп отырмын мен. Қаралпақ халқы аман болсын, сау болсын. Енді Дәлібайға мен де бір ағаң беріп берген шапаллары бар еді. Басына кигізбей қой енді. Одан берген болса кигізбек. Енді міне Өлшеқыра деген келіншегі бар. Бағана айттым ғой, сол қызлардан қызған ба, кемпірлерден қызған деп. Сонда Гүлшеқыра, құдайым қане сахнаға шық. Гүлшеқыра? Гүлшеқыраның әкесі менен шешесі, менің әкем мен шешеммен жақсы қатынасты. Соң үшін Гүлшеқыра менің сіңлім. Дәлібай үнім. Рахмет. Міне өзім кегізейін. Мен себеплі кейіп атырыпты. Сөйірді айтып қоймасам ойындамайды. Шешме, үстіне тек еді. Сияды кенде. Гүлшеқыра болмағанда бүйтіп жету қайда. Енді айту керек, бұл композитордың әйелі болу қиын. Ал бірақ қосшының әйелі болу ұлы ма қиын нәрсе. Соның үшін мен Гүлшеқыраға бекем денсаулық тілеймен. Сабырлы болу керек, шыдамлы болу керек. Һәм және мына біздің Бибраба отырыпты, әр уақыт айтады. Еріншек болмау керек дейді. Ең бастысы, айтқан қоятың затыңды сол уақытта орнына қоясаң, ағаң айтты ма болды. 1 минуттан ішінде бәрін орындап тастауың керек. Сондай міне ағаңды пақтаға орап отырман. Алла Тағала Құдайым әйтеуір жас берсін. Сол қолымыздан келгенше ағаңызды ағаңыз себеп халқымызға керек. Бәрі айтады, ағама қара дейді. Ағаңа қарамай кімге қараймын мен дедім. Сондай ағамыз аман болсын, осындай жігітлер сау болсын. Себебі ағаңның жазған қосықларын қосықшылар айтады. Қосықшылар бәрі аман болсын, сау болсын. Бекем денсаулық, жасыңа жас қосыла берсін. Гүлшеқыра менен бірге, Құдайым ұлларыңыздың, қызларыңыздың рәтін көре бергейсіздер. Денсаулық бекем ғой. Халқымыз аман болғай. Міне бүгін қанша комитет басылы кеп отырыпты, мәдениет министрі Нұрани Тұрсынбай кеп отырыпты. Бұл үлкен сыйласық. Үлкен сыйласық. Жоғар кеңестің басылығы атынан саған құтлықлау нама жіберіп отырыпты. Мәдениет, Өзбекстан мәдениет министрі жіберіп отырыпты. Бұл бұның бәрі біздер түсіндеміз, білеміз. Бұл халқымыз да біледі. Бұл үлкен сыйласық. Әсіресе Қарақалпақ халқы үшін. Саған бекем денсаулық. Құдайым мына творчествоң елі өрлей берсін. Ағаңа айтамыз тағы Гүлянылданан бетер шоқыра қосық жаз деп. Құда қалесі. Рахмет, алдыңыз аман болсын ағамыз. Енді абадан қалмадың жақсы нәрсені айтты деп ойлаймын. Композитордың хайелі болу, қосшының хайелі болу қатты қиын нәрсе дейді. Қосшы аңсат емес қой. Композитор. Сіздерге де аңсат емес. Рахмет сізге, алдыңыз аман болың. Әр бір қосық үйренгенде, Нәжмен Өмхен үйшейінде бірінші тыңлаушы Стасова деп қойыппен бұл кісіні. Белийская да бұл. Үш кісінің алдынан өтеді. Бір күні 80 жылығында шөйде концерт беріп атыпты Нәжмен'на.
Қапталда тұрыппыз енді. Бірақлары бір қосық айттың, енді бағана қосығымды айттым. Қосық айты жоқ бұл кісі. Шығып, мақтаншақ боларсың жас мінген сайын деген қосықты айтты да. Қарасам сондай бір айтылып тұрыпты енді. Орғақларды қайтып бұл саған бере алмаймыз ғой. Сөйт, шетке шыққаннан кейін мен айттым, аға дедім, ой, масқарашылық бұл дедім. Bu dağış dedim, zor dağış. Jora dedi. Yığılıp dursan dedi. Ben dedi, paşa koylarga ota kelemen dep kazık berip dedi. Katı kişip dağışın üstüne hep kaldım. Oysa dağışın boş dedi men dedi bu. Katı kişinin tavır bu anakine dedi. O yüzden nam da olmaya kadar dedi. Yüreğimde dilip aldı, ıhlasımdı bölüp aldı. Gözlerim tört buldu her gün, yollarına karay karay. Gözlerim tört buldu her gün, yollarına karay karay. Aldın akıl kuşlarımdı, taskılattın yoslarımda. Şirkildetip şaşlarımdı, jipek sana taray taray. Şirkildetip şaşlarımdı, jipek sana taray taray. Aylı tünde akşamlarda, kolumda gül taş yollarda, durdum karab asmalara, şu kızlardı sana sana. Durdum karab asmalara, şu kızlardı sana sana. Küttüm külüm haber tapay, yaş yüreğim yanar otay. Tüller boyu kirpik katay, yıldızlardı sana sana. Tüller boyu kirpik katay, yıldızlardı sana sana. Yıldızlardı sana sana. Evet, assalamu alaikum. Bugün ustazdın юбилей кешесінде жиналған әзиз меймандар. Қош келіпсіз. Ұстаз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Шәкіртлердің бақытына алдымызда аман болғайсыз. Жақсы күндер сізге. Азғантай арзыма сауғамыз бар еді. О, қазақ байыптан тәуір. Ол артық жаңағы басқа біреуге беріп жіберетін ғой, бермейтін, өзің сүйетін. Оны дұрыс айтты бірақ. Ана басқа біреуге беріп жібересің, мына өзің келсін. Енді, рахмет, енді мына қосық, бұл енді бір 88 жылдардың майданында шықты бұл қосық. Жұмабай Айымбетов деген Берунida бір академист жігіт бар еді.
көзлі, қасында Аман Жұмабаев деген ұрбайыз бар. Екеуі келіп, филармония келіп тұрған екен жұмысқа. Дәлбай керек маған деп тұрған екен да. Hem Tamaraға бір қосылап келген екен, өзің сен деген. Сөйт, келгеннен кейін, қосты, ақырден өзі шеп қолмен шертіледі, шебақай. Сондай шертіп беріп, қолдан келгенше айтып бердім, 2 рет айттым. Бірақлар ана жігіт айтты, Дәлбай деді. Мен әзір деді, қанша дүнияға келген болсам, мына дүнияның қандай екенін білмеймін деді. Мен тумас оқырмын, мен көрмедім деді. Сен деді, жігітсен ғой енді, сен түрлерде жүріп, жұлдыз санап, қызларды күту деген өз алдына ғой. Соны мен сезейінше деді ғой. Ondan үлкен задаш болды біздің үшін. Сонымен қолдан келгенше қосты айтты енді бүгінлігінде міне шәкіртіміз, жақсы көретін ініміз саламатсыз айтып жатырыпты. Табыстар? Рахмет. Саламат болыңыз. Алды саламат болың. Рахмет. Жерdim yetsem деп кеуіл қойып та ойландым кеулін қалай көтерсем деп мяу екі аяқта жүре беру аңсат болмас еш уақытта көптің бәрі қалпақта көптің бәрі етікте мяу 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 жауын деп тұр. Қожайын! Қожайын! Бар ғой. Hayırdır? Bastasın? Yaş. Hav. Miyav. Şavun bolsa javayın deyip dur. Hocayın var mı? Miyav. Dəlbay. Ama klasika o hav деген жоқ қой бұның ішінде. Vay bu. Bir kuyup pісіп жаңа адам көрмедің бе сен қасында? Кlara Сен бір kuyup vermese aynen kuyup vermese özün prekrasını kızsan koysun. O kuyup verse katayıp kalsan mı? Bilirsin mi? Seni görsem bir zat yadıma düşеді. Ne? Dünyada iki нәрсенің көзі сұлу. Біреу киіктікі, біреу сенікі. Дәлбай. Sen қосық айтып берейін бе? Айт. Aşkı muhabbetin otuna jağıp sırlı bakkandayma senin gözlerin sırlı bakkandayma canım senin gözlerin. Rahmet. Дәлбай. 1982 жыл. Біздер Чузға келсе маған, театрға келсе Марияшқа, филармонияға барса Замира Қожиназароваға таңатын еді. Дәлбайды. Сен өзі қайсысын жақсы көресің, Дәлбай? Айтшы, қайсысын жақсы көресің? Кемнер, айт. Бәрібір сөңізем достымсыз ғой мен. Үйдегі Мәмбет Шарифовнаға жетпейді. Браво, браво. Дұрыс. Біздер Дәлбай менен төртеуміз дос едік. Бірге жүретін едік. Бірге қарашайлары ішіп, қаяққа барсақ Дәлбай төртеуміз. Бұның біздер 70-ке шыққан жаңа біліп атырпан. Біздерден біраз үлкен екенсің ау, е сонда. Біздер достым істеп жүріп, сонда кішкентай едік қой. Жаңа институт келіп келген уақылар. Бұның бұл Чузда істеген айтпай кеттіңіз. Жаңағы, міне Берманге. Мына пішіқті ойнады біздің театрда. Менің партнерім. Сұлуға Дұққаспотта Сильвияны ойнады, мен Кларичені ойнадым. Дұрыс па? Бұл жақсы қосық айтып тойларға барып жүргеннен кейін жақсы филармонияға өтіп, сонан кейін өзінің жолын тауып кетті. Жақсы прекрасный актер, менің неше жылық достым. Расынан біздер дос едік. Ең жақсы расынан Гүлши. Басқаларым бар, е, бірақ. Гүлши, бірақ олар өткінші жауын. Мінекей.
нағыз жауын, қар, күркіреп, неше ұлларды, неше қызларды бір-бірінен сұлу туып беріп қойыпты. Құдайым екеуіңіз мәңгі жасағайсыз. Осылардың қызықларын, ақылық, шауықларды бірге көргейсіз, достым. Алдында аман жүргейсең, сен еш уақытта 70-ке шыққан жоқсаң, менің үшін елесең, 35-тесең, кем-кемнен түсіріп бара береміз да енді. Сондай осы көздалық сені тәрк етпесін, сондай шәкіртлерің, біздің театр сені ұзақ өмір, ұзақ жас тілеймен, халықтың назарынан шетте қалмастай, прекрасный адам болып жүргейсің. Поздравляю. Енді бұл дәртті қозғады бұл. Бағана төртеуміз жүрер едік. Әзірге Мерлион деп атырған сөйді үлкен университет еді, гастроном. Сөйден бір шеканеге алып менің зімамы жүкленеді. Сөйдіп үшеуміз бір күні Замираның үйінде ойырдан уйғурский лагман пісіріледі. Мамасы уйғуркеді ойды, қатқан. Соны жейміз, ертеңден марияш дейіп, бұдан кейін бұяқ, бұлай айланып бұғатыр, біз үйге бара алмайды, потому что үйленген жоқ. Сөйтіп жүргенде бұлар енді датауы үйреніп кеткен маған. Ана барады да қалатлар шешіп, қалатлар киіп жүре береді ғой. Мен бар екенімізді ұмытпаңыз. Оны айтпай атырып тұр ел. Бәрін айтып болды болмаса. Соның үшін үшеуім опасыз екен бұлар. Яқшы, саламатлық, рахмет. Жаңа пішті ойнағанда, ана бала мен айтып тұрған сол. Жолдасбай Абылаев деген прекрасный актер болды. Сондай ауыр алды да пішті енді ол. Яуды күйіпсіп айтады ғой. Енді ол қатыр ойнайды. Мен одан басқа линия алуым керек болды. Мен жеңіл ғана пішіп бола қойдым. Келеменде мияу деп қойдым. Онша әте барам бермейме, жауын жақ па? Деп қоймын бұл. Күйіпседі ма ол? Азмаз бір нетсі ол бірді. Сондай Тюз енді маған көп нәрсе берді. Театр көп нәрсе береді ғой. Сахнада еркін жүру, сөзге етібар беру. Бұның бәрі біз сахнадан алдымызға үлкен режиссерлар өтті. Өзбекстан, Қарақалпақстан халық әртістері Римбатурин яптың үлкен яшылымыз болды. Барлық режиссерлардың ұстазы енді ол. Сол кісінің қолында өстік. Қалай өтін Әжменде қалар келіп барып спектакль қойды. Москвадан келіп спектакльлер қойылды. Тюзда 4 жыл істеген болсам, мен үшін үлкен мектеп болды. Рахмет. Шамратова. Yaxshi ko'raman seni. Assalomu alaykum, Dalvoy ağa, ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Dalvoy ағамыздың ықыласбентлері. Бүгін Dalvoy аға сіздің 70 жылдық юбилейіңізбенен жас тамашагерлер театр атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қазір міне мекеме басшыларының бәрі біздің директорлеріміз, замминистріміз келіп жиналыста болған үшін сәл кешігін кіріп қалдық. Кешірімлі болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алдымызда аман болың. Сол біздің театрда да ең бірінші актер болып, бірнеше рөлдерді атқарып, кейін міне қосықшылыққа өтіп, сол сіздің қосықларыңызды естіп, біздер өстік. Сізге денсаулық тілейміз. Міне осы адресаттың ішінде жақсы тілектер жазылған. Үйде отырып арқайын өзіңіз оқып аласыз. Аз бұны уақыт алып оқып отырмай ақ қояйық. Театрымыз астынан кішігірім подаркіміз бар еді. Соны тапсырып кеттік. Шапандан бері ғой. Кисен керсен, кимесен біреуге бересен қарағым. Кем. Қарағым деп қояды. Болды. Прическаны бұзба. Жеңіл тақия бұл. Рахмет жағыз. Саламат болың. Өмір бойы ұшы. Ол басқа ешін сөймейді. Қадірлі меймандар, тағы да құттықтау кезегі Қарақалпақстан Республикасы спорт министрі Еркінбай Құттыбаевқа. Assalamu alaikum, hürmetli ustazlar, hürmetli ağalar, apalar, hürmetli ықыласпазлар дейміз ба, Dalvoy ағаны, Dalvoy ағамызды неше жылдан бері танимыз, елімізге көп қызметі көп, жастарымызды тәрбиелауда, сол еліміздің сондай актерлық һәм қосшылық нелерінде жүдә көп нелерінде рауажданған мемлекеттерден бүгінде айтып барып өзіміздің Қарақалпақстанның таныстырып, қосқыларынан, біздердің әр бір намаларымыздың бүгінгі бұрын ата-бабалардан қалған нелердің көбісін Dalvoy ағадан естеміз.
Расын айту керек, көп нелерде Инстаграм дейміз, басқа видео нелерде көріп, қатты қуанатын едім. Енді бүгін Дәлбай 70-ке шыққан, өзіміз расын айтайын, елегеден бір жас көреміз, бірақ 70-ке шыққан еш өзім бір басқаша сезіп тұрпан. Hürmetli ұстазлар, hürmetli бүгінгі келген меймандар, міне өзім спорт министрі атынан бір кішкене адресат дайындап едім, егер рұқсат берсеңіз соны оқып берсем. Бола ма? Hürmetli Дәлбай Жұмағалиевич, Қарақалпақстан Республикасы спорт министрі сізді 70 жасқа толған мүбәрек күніңізбенен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтайды. Сіз өзіңіздің мазмұнға бай, піддәкәрлі минетке толы, өміріңіздің 50 жылдан аслам елімізде мәдениет тарауының раузауына һәм жоғары дәрежелерге жетуіне арнадыңыз. Өмір жолыңызда ана отанға қарайсыз елімізге минет етудің үлгісін көрсете алдыңыз. Дәуірімізге сай инсанилық фазилатларыңыз, біліміңіз, шебер шөкімлесушілік, ұқыбыңыз һәм жаңаға жағымлы ауазыңыз бенен үлкен абырой етібарға ерістіңіз. Сіз Қарақалпақ елінің мәдениеті раузану жолында өзіңіздің барлық күш қайратыңызды, біліміңізді, бай тәжірибеңізді аямастан қызмет етіп, республикамыздың кең жәмиетшілігі арасында hürmet етібарға ерсіп жатырсыз. Сіздің бұл қызметтеріңіз үкіметіміздің тарапынан лайықты бағаланып, 1999 жылы Қарақалпақстан Республикасы қызмет көрсеткен артист, 2024 Қарақалпақстан халық артисті hürmetli атақлы менен сыйлықталдыңыз. Кішіпейіл инсан, садық, дос, таптырмас талант, иесі милли қосықшылық өнермендігінің жанкүйері, ұлы ұстаз, сонымен бірге үлгілі шаңырақ иесі, ұл қызларыңыздың қамалға келтіріп, ақылқылар сүйген әділі атасыз. Сіздің және бір мәрте мүбәрек 70 жасқа толуыңызбен тұқлап, өзіңізге бекем денсаулық, шаңызға амандық тілеймін деп Қарақалпақстан Республикасы спорт министрі Еркін Мақтыбаев. Дәлбайға тәбrik етемін. Пришел позволить. Biz endi legendanidan boshqa yoqdan izlay beramiz. Legenda qarshimizda miniki. 5 marta jahon chempioni 90 kilodan Thai boks bo'yicha. Taylandning o'zida jo'g'an, usungi deyil. 90 kilodan. Sonuç uchun buni hamma vaqt aytaman da aman bo'lardim da turan yo'llar silib qo'yibman. Rahmat. Bir случай болды айтып берейін дегенім о, енді қызық болған айтып берейін деп отырғаным. Bir gün Instagram'da oturup edім, қарап отырсам, мен туралы бір не кеткен, шыққан, жаңағы Кличко менен бокс істеген, сол уақытта ішінде біреу комментарий жазған, сондай өтірік алдап жатсаң, сен ондай зат болмаған ғой деген. Сөйтіп, hayran қалдым, бұл қаяқтан болғанды, бұдан енді бір жазған Instagram, сөйтіп отырсам, ізден не кеп тұр, Дәлбайға жазып қойды, Дәлбайға жазып қойды, сен бір көр көзің келіп, сол адамды де жазып қойды да, жаңа неге Instagram жазып, атып жазды, сен Дәлбайға, сіз не ол араласып отырсың, дейді, ол көрмеген да, ол затты дейді. Сол айтайын деп жатқан, Дәлбайға хамы неде информация болады да, сол үшін Дәлбайға рахмет, сол хотя бы не болса да поддержка сонда нелерді жазып, не айтып отқаныңызға, һәм қызығады, не дейміз, һәм уақытта қызығушылығы, сол елге өзінің мұхаббатын, елге сол халықтың батырларын қолдап қотылуда, сол халықтың мынадай өсіп жатырған жастарымызға тәрбиелеуда, һәм уақытта өзін аямай күш салады. Сол үшін көп рахмет айтамын. Рахмет. Рахмет. Aşıklar savli gülayım, Ancimdi aşık uyarın, Şullarında intizarım, Vafadarım men bolayım. Aşıklar savli gülayım, Ancimdi aşık uyarın, Şullarında intizarım, Vafadarım men bolayım.
Рахмет. Ассалаумағалейкум азиз, қосықсүйер халқымыз, міне еліміздің мақтанышы ұстазымыздың бүгін 2-35 жасымен құттықтаймыз. Алдымыз аман болғайсыз, сіз үшін бүгін әмме жақсы тілектер айтып жатыр. Бәршесі қабыл болсын. Шәкіртлердің, халқымыздың бақытына аман болың ұстаз. Дәлбай ағамыздың қатты жақсы көрген шәкірті Мадияр Бекболатов. Ең молодой шәкірттерім бір бұл енді әзірет. Бұлам енді сүйеге қатып жатырыпты. Сондай ақылар бұлай көрмесең, ертең бұлай қарап кетіп қалады басқаларым деп. Бір күні маған айтады, жігіттер айтқан ғой. Сен Дәлбайдың інісі емессің бе? Дәлбайдың сөйсен ғой деген ғой. Бұл маған келіп айтып тұрыпты. Кеше дейді, жігіттер айтты дейді, аға дейді. Ол Дәлбай саған сөйдеген ғой деп айтты дейді. Кілің сондайдан келе береді бар. Азимиолар тағы да құтлықлаулар бар. Өзбекстан халық артисті профессор Нәжмадин Аңсатбаев. Өзбекстан халық артисті Полат Мадриемов. Қаралбақ халық шайыры Халила Дәулетназаров. Мәдениет, спорт, туризм қызметкерлері кәсіптік ауқамы. Қаралбақстан Республикасы бірлескен комитеті басшылығы Аяпов Жеңісбай Жарылқағановшыларды мұрат етеміз. Ассаламағалейкум, хүрметлі халқымыздың азаматлары. Бүгін енді біздің Дәлібайжан 70-ке шықты дегенге менің өзіме майран қалдым. Еле бала 50-ден енді өтіп жатыр. Бір ауылдың бала адам, бір ауылданбыз біздер. Шақылап ке бермен. Берегірек кел. Бұл жер тұра бер. Бұл біздер ойнаймыз адырақ. Сөгімен бұларды да звонить етіп маған сәлем береді. Аға бір нәрсені ұмыттың ғой дейді. Не нәрсе десем, бір сөгістіңді естейін деп звонить етіп сөкпеді оңаға дейді. Бұның әкесі маған жазып беріп кетіп еді. Сол жазулар келіп бар, сөге бер қарағымызын депті. Міне Дәлбайға Алла Тағала бір құдірет дауыс берген. Енді күнімен айтып бар ғой, мына қосқышылардың көбінше қайда дауысы қарғып қалады, аяздан етіп қалады. Бұнда еш көз тимесін, суткінің қарыген уағында оятсаң тұрып қосқа айтып кете береді бұл. Бұл сондай популярный жігіт. Мына бағана мен мынандай келін отыру керек еді ғой жанында. Бір өзі отыра ма бұның десем, бір жорасы айтады. Ой, аға, бұнда келін көп қой, қайсы бірін отырғызады ол. Секреттің бәрін ашқанда. Келін кеулігі емесің қарағым. Білесің ғой, оған қайлы болмасаң. Бірақ главный сені, сіз өзіңіз жайнанайын. Соның үшін бұл Дәлбай популярный жігіт, бұның бір тамаша нелері бар. Бір бәрі күн ысып кеткен, бір жорасының үйінде отырып, сол пластик қыстырып кеткен ғой, сөрге. Сол пластик бір жыл тұрған сол вечерде. Қаяққа қыстырып кеткен өзім білмейді. Сондай Дәлбай популярный еліміздің азамат жігіті. Бұған Алла Тағала сондай шырайлы, жақсы күніменен айтты ғой, бары шығып неткен. Сондай құдірет дауыс берген. Баритоном болып кетеді, тенором болып кетеді бұл. Хақиқи белканто дауысың бар айнанайын. Сау болғайсаң, Дәлбай. Ана келін кеуілінің емесін, менің келінді бірінші көріп атырмын бүгін. Mən Beçerif Qoca'nın kızı. Ben Beçerif Qoca'nın kızı. Bizim dayının kızı yok mu? Son yere көрсетпей жүргенің ғой сенің енді. Соның үшін бүгінгі юбилейің құтылмарек болсын. Мен хақиқаттан да өзім менің інімсең, бірақ 70-ке шығып қалды дегенде өзіме байра қалдым. Бұл елі 60-қа шығып беді деп жаңалайды. Сондай жап-жас болып жүре бергенсең, халықтың ең сүйіклі қосқышысың айналайын. Сау болғайсаң, жаңағы Мәдірейім Полат деген бар ма өзі? Сен нағыз ұстазың, әм достың. Ұстазым ғой. Ол не хабармай қалды ма? Менің телефонымға қойды. Айтылды. Айтылды енді ол. Ауырыңқырап тұрпан деген екен. Солай ма? Давлениесі көтеріп кете береді. Ана шертек құлаған ғой. Шертек құлағанда. Қозының бейесін қал.
Bir gün endi bir mendajmenda suyoqda. Mına Aytып берейін суyoqda. Bir gün azam men kelip turibdi, жұмысқа келген күнде сағат 11-де барып сәлемдесең ол кісімен, 10-да барсаң таяқ жейсің. Уақытлар бойы жанып тұрады да. 11-де өзіне келеді, анау жаңа шайларын береді ғой бәрін. Содан кейін барасың, салам алейкум десем, сен кетіп қалма деді. Түнде шәртек құлап кетіпті, қозының белі сынып кеткен деді. Соны дедім, мен мына Нәжмәділерді шақырып кетіп берейін. 3 күн бұрын алдында айтып кеткен екен десем, мынаны біреуін сойсаң оны деді орда. Сол соймаған да бұл. Сөйтіп анау яқшы дедім. Сөйтіп үйіне барып, saat 5'te bu kişiler geldi. Şaraba var, Tebersin bir şaraba bu kişi var, Abdülkerim ağa var, Bayram ağa var. Gelip bıraktı, Şamallayın demiş çıkıp oldu deyip, kırıp şaraba var, yürüyor. Ne adam yedi o? Benim etli. Edel Bey verman gidedi, hava dedim. Ben dedik şertek kayakta dedi. Ben dedim şertek kayağı kulağın dedim. Kozunun beli sınıp ketken. Sonra ha jisi dedim ben. Sonra... Şarap benim bizge ödeyiz var edi, bir koz soyup veremediğin. Şerde kulamağanda o kozu yok bizlerge. Eğer solar kemeytin bolsa onda dengeni kılaman diyen o Polat. Şöyle bir günü kalgan kozunu bir joraların yakında tanışıyoruz yani joralarımla bulan. Dem keyin tanıştı. Uyuyacak vakit aytıp kalayık. Sen joralarımı çağırdım dedi. Çıkıyor, iyi var dedi başın. Oğlum ayettim keşte geldi mi o? O ondaga sarık çiğdim oldu o tüste barıp jiyik onda dedim bu. Göç yok dedi. Kalk getsem itke saldım bir. Tap sol itti jiyik onda var dedi. Ay Dalbey aynen. Mine çıkıp atkan yuvileyin kutmarek olsun. Mine kalkımız sağ tolup kelip oturup da kalk bari yakşı görüyordu. Ama azanda karasak nenin tiyatrın dögülegen maşın tolup ketken ötölmeysen. Mine aytdım bu Dalbey sonda yavrayın ama maşın tolup ketip soğul deyip. Şu avrayın o sebergey. Kalkın süyüklü koskışsan, sağ boğaysan. Kelin mine mine götürüp atkan ul kızlarınızın ratın görün. Kelin azırak şut kılvarım, hoşağınız ekensin o mu? Aken benim daimi edi öz. Su vakadayım buna jasır dururken olsun yani. Sağ boğaysan aynen. Bugün Madreyim kelip aytı göre geldi. Endi Madreyim onun köp tamaşaları köp juda. Ova, rahmet karağım, sağ boğaysan. Endi şapan bana vereme şapan. Yaxşı. Azanda asıl birlik ketip kapıştı. Kegenin özü şafan ağa yaşlı. Odan beter narsa bu. Vay bu. Rahmet yaşlı. Aldığım zaman bol. Құттықтау кезегі Қарақалпақ халық шайыры Халила Дәулетназарова. Assalamu alaikum, hürmetli vatandaşlar, hürmetli юбилейар. Neki Dalbay önümüzge günümün juda жақсы сөздер айтылып жатырыпты. Енді мұсылманшылық да бар, басқа халықтардың әммесінде бір көз тию деген. Түпәлем деп, егер айтпаған болсаң, көз тимегей деп айтып қойың. Жаңағы шығып сөйлегелерді. Таңланып, juda көп таңланып кетті да, соның үшін бұл көп адамның таңланғаны әсіресе juda не болмайды. Бір мақтанамыз бірақ, мақтаныш етеміз, қуанамыз. Dalbay халқымыздың мақтанышына жаңағы айтылғандай қосықшылар, көркемі, әрбір перзенттен халық үшін керек қой. Бірақ дөретуші инсанлар халықтың маңайына біткен үлкен бір Алла Тағаладан берілген үлкен бір сауға інам болып есептелінеді. Онан қоса мінекей Dalbayдың Dalbay қылып тұрған хауазы, рухи дүниясы, жан дүниясы. Бұл халқымызға хауазам, мәселен байлықтай, бір әмелдей, әмеренді болайлау болымыз, сұлулықтай қыздардың, шабандоздардың ат шапқанындай, батырлардың батырлығындай, хауазам мына қосықшыларымызға сондай дәрежеде берілген үлкен бір сауға болып есептелінеді. Сол сауғаны Алла Тағаламыз табиғат тарапынан juda жақсы мол көл етіп көкірегіне құя қойған. Ибраһим ағаның айтқандай. Енді хақиқатында да қосықшы болу үшін құр хауазың болғанменен оған заманауи халық қосықшыларынан айтып жүре беруі мүмкін, бірақ соған ала композиторлар керек. Егер композиторлар болып жақсы қосықшы болмаса, композитордан дауысы шықпай қалады.
егер жақсы режиссерлар болмаса, жақсы актерлар шықпайды. Жақсы актерлар бар, жақсы режиссерлар болмаса, олам қиын. Соның ұшында мінекей Дәлбайдың бақытына еліміздің, халқымыздың Нәжімәддин Мұхаммадиновтан баслап, мінекей басқа көплеген Яшылкөніміз Құрбанбай аға, Зариддинов, біздің достымыз Шарападдин, Пахраддинов, жүдді көплеген намалар жазған. Бұлар енді мына үшінені көп жағдайда айтады. Шайыр, композитор, қосықшының бірлікте іслескенін үлкен бір жетіскерлік бірлікте іслесуді айтады. Сол айтылғандай біздерім Дәлбай менен ерте-ертеде Шарападдин үшеуміз бұндан 90-шы жылларда кейіннен әр жерде мына Ұлы Жібек жолына қосықлар шығып жатыр. Біздерді қосықларды жазғанымызға 30 жылдан астам уақыт өтті. Ұлы Жібек жолы деген. Намаз сондай күңіреніп тұр, дала, карваллардың көш тартып баратқан карваллар көз алдында. Бұл қосықшының хауазы менен бірге сондай дәрежеде атқарылған. Неке енді сөзіміз көп. Мен енді Дәлбайды кішкене уақытларына жаңа айтылып отырғандай бірге музыкальный училище деп айтылатұғын еді. Сол уақытта бірге оқығанбыз, бірге бір теберік жай бұл. Мінекей алтын дәргай деп айтылады, алтын дәргай. Мұна әдір Қанегелесірек мектеп деп отырып, ойыр көркемөнердің ұясы, алтын ұясы. Мінекей сол жерде біздерде білім алғанбыз. Енді Дәлбайды кішкентай уақытларынан бірге қосық. Біздерім енді ауылдан келгенде Нәжімәдінеға Дауытбай қайфып шыққан уақытларда әме қосықшы болғысы келген. Біздерім ауылдан келгенде қосықшы боламыз деп келгенбіз. Ауылдан келгенде де. Сөйтіп, мына музыкалыда Иршаға Құжақметов жайы жәннеті болсын. Жүда бір жақсы инсан еді, соңғы қоласы классында оқығанбыз. Жаңла қосығым деген сол уақытларда телевидениеде конкурс болады. Сонда бірге барып, сол уақытта бірінші орын, сол уақытлардан баслап 70-ші жылдары. Міне Дәлбай ақында жүда жақсы тәсірлі сөздерді айта беруге болады. Біз халқымыздың мақтанышы. Жаңағы айтылып адырып бұл сөздердің бәрін айтылып келгенде, тірі уағында әпсанаға айланған көп яшыркөллеріміз, көп апаларымыз бар. Мінекей Дәлбайым тірі әпсана. Халқымыздың қосшылық өнеріндегі сондай өзінің үлкен мирас енді еледе қалдыратын мираслар көп. Әмемізден Дәлбайдай болып, мінекей Дәлбайым сол Қарақалпақ қосшылық өнерін жоғары дәрежеге көтерген үлкен атқарушысыз. Мен енді қосығымды оқи берейін бе? Мына кейінен берерміз, ja? Бұны қосықты 30 жыл арды жазған екен мен де. Жаңағы айтылып адырыпты ғой, өзі айтты. Өмір бір тегіс жол емес. Әсірі дүретуші инсандардың өмірінде көп қиыншылықтар болады. Көп қиыншылықтар болады. Сол уақытта жазған қосығым Қарақалпақ Бүлбілі. Қосықшы Дәлбай Мәмбетмұратовқа. Бүлбілге тақабіл, әрманшыл кім бар? Кеулінде жұп алтын сым, нұрлы шың бар. Білмеймін жігітте, қандайда мұң бар. Сағыныш, айралық, біриян еміс бе? Жалылап жанбасаң болмас қызғының. Сұлуға кім қызбас, айтпас қызды кім? Қамшы ұрмаң, тартпаң ілхам дізгінін. Бәйгіге әммеді қардар еміс бе? Нәкаслықтың жүйрікке көп азары, саздыр дәртілердің көңіл жазары, бір майданлық арулардың базары, бірақ 1000 жылға тең дәуран емес бе? Мәртлер ылғал ұрса алғыр баз болар, ашық зарлай қош ауаз болар, ат намысшыл келер хиле аз болар, тұлпар тұсауланса әрман емес бе? Бәрдей седімтал жазға ұқсайды, қаңтарып сазланған сазға ұқсайды, тодасынан қалған ғазға ұқсайды, міслі жаны тәні жырдан емес бе? Тұйғын құстай жан жағына қаранып, шадылық үлестіріп, ұшқын сұранып, жалаңаш қалса да жұртқа жаранып, жасау хақтан келген пәрман емес пе? Табиаттан ағла сезім даруы,
Yoş saygılığının toptu жаруы, қосық ақыл ұшын алған аруы, олсыз жас өмірі кіриян емес пе? Әжін яздың шерін сөзіндей жігіт, Дауыт байдың қарар көзіндей жігіт, сахнаға жарасқан өзіндей жігіт, халық көксінде ұмша жарған емес пе? Жүрек зыбанында кеулер кілті, Хауазынан дағыр мұң гірбің бұлты, өнерінен басқа жоқ қымбат мүлкі, ұрықсыз хайрану, вайран емес пе? Шешелер сүйенер ақылға тілге, нәзіклік берілміш қызларға гүлге, дәрт тұғыр болса да, серхош бүлбүлге, жан дүниясы гүлге, қырман емес пе? Не аға ініміздің көп жерде айтқанбыз, өзіне де басқа жерде неткенбіз, Дәлбай бір концертлер береді ғой, нең бар, бүгін енді бұйырып тұрғаны бүгін екен да. Бұл бір жағынан жидау кішіпейліктің белгісі. Жаңағы айтылғандай Дәлбайдың қосықлары әрбір шаңырақта, әрбір көулерде бар құлла жаңлап тұрыпты да. Мінекей ініміз барлы уақытта аман болғай, алдымызда халықтың алдында аман болғай. Жаңағы жасын айтып жатырсыз, ол жағдайда жас қой деп та. Ілімде дәлелленген біріне бар. Қосықпенен жасаған адам, қосық тыңлап жасаған адам, ұзақ жасайды, қартаймайды деген. Соның нағыз үлгісі бүгін көз алдымызда көріп тұрыпты. Бәрекелла, бәрекелла. Жаңағы айтқандай, әмме бұл жігіттің алтындай сары екенін біледі да қара. Әмме сарыны таңлаған, біз әм соғын таңлап, сары сырлы жігітке сары сырлы киімді липасылар жарасады. Рахмет. Рахмет яшыл. Рамада. Енді шашын қызға да жігітке жарасады ол шаш. Рахмет. Мына, көрсетіп қойыпсыз ғой. Шешең беріп жіберіп еді. Мінекей айтқанымыздай міне хақиқатында да өмірлік жолдасы ешкім еш жаққа бара алмайды, қыздар жігітлер. Кім болуыңнан қати нәзерді. Мінекей бір суретке түсейік кәнекей. Түсіріп атқан нелер көрмеген? Түсір қошым. Ой, ой. Бәрекелді. Ассаламу алейкум. Бүгінгі юбилей кешесі қатынасушылары, азиз ұстазлар, көркемдер, қайраткерлері, мінекей со хақиқатында да мінекей Дәлбай ағамыз, мінекей со еліміз, халқымыз сүйсініп со қосықларын со кішкентай уақытымыздан бастап со бірге тыңлап келдік. Мінекей со Дәлбай аға со алдымызда аман болғайсыз. Мінекей со халқымыздың со жүректерінен со орын алдыңыз. Бұған әлбетте со сіздің со талантыңыз, хауазыңыз, со әлбетте со орлы мақсетлі деп ойлаймын. Мінекей со күнімен со ұстазларымыз әммесі бір жақсы тілектерін білдіріп атты. Со сізге де со Өзбекстан кәсіптік қоғамдары Федерациясының Қарақалпақстан кеңесі атынан, мәдениет, спорттан, туризм қызметкерлері кәсіптік қоғам бірлескен комитеті атынан со қызғын құттықтаймыз. Со сізге ең жылы сөздеріміз бар. Әммесінің уақытын алмай қойын, бір оқып отырып. Сізге шаңырағыңызға аманшылық тілеймен, жеңгеймен бірге ұзақ мазмұлы өмір сүріп, ақылық, шаулық, қулық көруін есіп етсін. Еледе дөретушілік жұмыстарыңызда үлкен жетістікке тілеп қаламын. Рахметім. Ағайын болғаннан кейін екеуіне келгенде. Рахмет. 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 Рахмет, Яшулла. Рахмет. Сен сөй рахмет. О, түсек. Документальный болсын деген. Рахмет. Юбилярымызды өзінің өмірлік жолдасы, қарындасылары, перзентлері құттықтаймыз деп бүгін таярланып келген екен. Оларға да кезекті берсек, алып келген арнаулы сауаларын тапсыруға рұқсат.
edigen bu. Bu ikinci kardeşim ben bu. Barakallah, rahmet. Oo. Ha, benim. Şöyle verin kana. Namı ülken kızım, tumari ismen besmele etmediğim. Tumari istediğim bu. Rahmet. Oh. Tamam. Makarya dediğin ikinci kızım ya. Kendim günler edigen. Alım şey çektim kendisi. Oh. Rahmet. Rahmet aynen. Kana kendi sürüp köçüyor. Hemen nafamiyatnik köçüyor. Gelin kana. Bol. Şey kavramı siz. Amin. Aklı olsun. Bol. Dayım Allah. Aman Allah. Yakal şu söylesin. Oldu söylesin. Söylesin. Assalamu alaikum hürmetli. Bibaha, halkım, ullarım, ballarım, kızlarım. Mine bugün Elimbay men Dəlbay'da kim bilmeydi. Elbay'da hak koyuluğundan bir ülken bir sonday bir duruşluğundan Betaşarşıdan tanısa bugün Dəlbay'da aynen. Bugün Dəlbay sonda ülken yerimizge halkımızga sonday nesin belgilep atırgan eken. Құдай өмір жасы ұзын болғай. Сөз аузы дүзу, бойсыны халыққа үлгі боларлықтай. Дәлбай, айнанайын бақтың бәлент болғай. Қатарыңның алды болғайсаң. Әйтеуір, Құдайға шүкір енді бақыттың, дәулеттің, перзенттің кешлігі болмайды дейді ғой. Енді сен 70-ке бір адым қалып тұрған уақытында со былтыр халық әртісін басшыларымыздың оң көзіне түсіп, айнанайын халық әртісі атағын алып, ел халық деген у-шу болып қуанды ғой, у-шу болып қуанды. Бұл халықтың хүрметіне, сыйына хүрмет болу әркімнің қолынан келе бермейді. Әлбетте сый хүрметің бұндан аса бергей. Жаңа мен азанда такси шақырып, таксиге мініп атсам, апа, азан менің қайыққа баратсаң? Қарағым, бүгін Дәлбайдың туылған күні ғой, Дәлбайдың үлкен әнжуманына баратырман деп. Дәлбай ағаның ба? Ауа, нешеге шықты? 60-қа шықты ғой, я? 60-қа емес, 70-ге шыққан шығар дедім менде, ойланыңқырап. Сөйтсем, ой, апа, онда менен бараман, машынды қойып менен барам, білмеймін, келді ме, келмеді ме, баламыз. Сондай, бір ғана халықтың ітібарының өзі сондай бір жоғарғы дәрежеде болатығын мен өзім білеменді айнанайын. Бақтың бәлент болғай, қатарыңның алды болғайсан күнде жаңа көп жақсы жылы хасыл сөзлер бүйірді айтылып атырыпты. Халқым сені жүрегінен жақсы көреді, жүрегінің төріндесең. Бақтың бәлент болғай. Мінекей бір күллер біздерде жұмыс істеледі, радио комитетті. Істелеген жоқ. Біздерде мінекей Гүлшира қызым біздерде танцовщица болып істеледі. Сондан білемен бір күллері Гүлшираға үйреніпті деді. Мінекей өзі аристократ, қожаның қызы, ақыдай. Мінекей қызым менен мінекей қарағым осы күнге еле жетіп келіп атсаң, ұлы болдың, қызлы болдың. Дайым өмірің парауан жақсылыққа толғай. Әрмаларың еледе іске асқай. Жақсы аттың шаңы кейін шығады деп. Міне еледе сенің шаңың жоғарыға бұрқырап шыға бергей, халқымыздың жүрегінің төрінде сый хүрметің еш уақытта қадір қымбатың жойтылмағай менің тілегім. Ошағыңның басынан басылап, Құдайым қадір қымбатың күннен күнге Құдайым рауажланып,
Құдайым арта бергей демекшімен. Енді Дәлібайдың бір қосығы бар еді. Ұзақбай Піржанов жазған «Сен күліп кеттің» деген қосық. Шарафәддин намасы болса керек, Шарафәддин намасы. Мен өзім бір сол қосықты жүдә жақсы көрдім. Сөзлері бір мәнілі. Жігіт 8-ші класс уағында бір қыз классына кіріп келеді. Классқа жаңадан бір қыз келеді да. Сол қызға әмме жігітлер, класстың жігітлерінің бәрі хәуес болады. Хәуес болып, анау жүректің несін айтайын ба, айтпайдым ба деп жүрген күндердің бірінде 8-ші класс бітіріп оғыз кетіп қалады, тұрмысқа шығып алып кетеді. Сонан кейін жігітлер пәтқұмар қалып, кейін қызымыз төркіліп, баласын көтеріп, ауылға келген, суретіліп, сол жігіттің айтқан бір қосығы бар. Оны енді Ұзақбай Піржанов қатырып жазған қосығын, намасын Шарафәддин жазған. Сонынан бір екі ауыз сіздерге бір айтып бермекшімен. Жігіт желеңлердің көз нұрын алып, сен көзал қыз болдың, гүлдей доланып, бір-бірімізден сені қызғанып, біздер мәлелесіп, сен күліп кеттің. Әмме қардар едік саған сол уақта, әттең бір сырласпай, кеттің аулақта. Әммеміз бір жастың, қазал болсақ тағы, біздерден бұрын сен ер жетіп кеттің. Ессіз балалығым, ессіз жаслығым, басыма жеттің ғой, бояу бослығым. Сырттан бір пай болып жүрген ашығың, сонда әммемізге пәнт беріп кеттің. Сен кеттің ау, кеткеніңен алындым, әммеміз кеуілсіз болып қалдықтым. Жарасығы көрке болып ауылдың, кейінінен төркіліп бір келіп кеттің. Жарасығы көрке болып ауылдың, балаңды көтеріп сен келіп кеттің. Яр келіп кеттің, пәнт беріп кеттің, бір күліп кеттің. Енді осы қосықты өзім бір жақсы көрдім. Сөзлер бір мәнілі. Қарасақ, әркімнің басынан өтетіғын бір саудалар. Соны енді мен репертуарымның ірі тұлғаларының бірі деп репертуарыма кіргізіп қойыппын. Айнан Дәлібай, жолың айдын болғай, бақтың бәлент болғай. Қатарыңның алдысаң, бұннан бері нұфузың, Құдайым сый-хүрметің арта бергей. Мына қызым ғой, біздер менен бірге іследі. Ұлы қожаның қызы Ақсүйек, аристократ. Мен Құдайым, еледі балаларының бақтына, тақтына сүйенгейсең, бұл қарлық дегенем әркімге әртүрлі келеді. Құдайым, балаларың хасыл болғай, ілімлі болғай, білімлі болғай, ақыл болғай, дана болғай. Ең текарғысы Құдайым мейірімлі болғай, ата-анам деп Құдайым жаным пида қылатығын перзентлер болғай. Құдайым со балалардан соны күтеміз. Әкеңе не қылсаң, алдыңа сол келеді. Алла Құдайым со сенің іслеген барлық сый-хүрметің Құдайым балаларыңа кетсін. Саған үлкен еледі айдын, үлкен айдын жоллар тілеймен айнанайын. Бақтың бәлент болсын. Айнан. Elmidam da olsun. Elmidam. Қаралбастан халық артисті Бибраба Өтепбергенова. Мархамат, бүгінгі юбилей кешемізді давам етеміз. Өнер көп адам ойлағандай бәрінің араласа беретұғын дүниесі емес. Қосық айту, бір демлік қызығу, әйтеуір микрофон сұлап шығу емес. Өнер жаныңнан нәр алатұғын, жүрекке ғана бойлайтын бір бөлек әлем. Һәм ол
таңлап алатұғын кәсіп емес. Ол инсанға бұйырған тағдыр. Өнерге кірдім деп айту аңса, бірақ өнерде жылдар бойы қалу әркімнің де қолынан келе бермейді. Өйткені бұл жолда даңқ емес, адалдық керек. Хит қосық шығардым деу өнердің биіктігі емес. Хит бүгін жарқ етіп жанып, ертең сөнетұғын ұшқын. Ал нағыз өнер жүректен туылғанда, ұрпақлар алмасқанда да өмір сүреді. Өйткені талант адамнан емес, Алладан келген сый. Бұндай талантлар күнде емес, әсірлер давамында да туыла бермейді. Қарақалпақ сахнасында жылдар бойы биік таланты менен халқымыздың жүрегінен орын алған Бүлбіл Зван, Даутбай Қаифов, Байрам Мачановтан кейінгі өз ырғағына ие қосықшы Қарақалпақстан халық артисті Дәлібай Мамбетмұратов. Alıştırıp uçkıllangan жалынды сезіп тұрар сахна менің жанымды бақытына қол сілтеген тағдырым өнер үшін көп есіктер жабылды жан жарасын көрсетпей ақ елге біз қуанышты бар шатлықты бергенбіз қосықпенен қиялlarda адасып жалғашыда шылық бар деп келгенбіз сахна ұлы дегенбіз бұл бәйгеде жеңіліп те жеңгенбіз қосық десе бар дүнияны ұмытып өнер үшін жанымызды тұлпар демес асауланған әр атты байлап болмас көкке ұшқан қанатты көзімізше мақтаса да жұртшылық шын мәністе түсінбейді талантты өнер деген отқа жаққан арманым өнерменен өмірімді жалғадым көпке аңсат көрінсе де бұл жолдар өз көгімде бос торғайдай шарладым дегенбіз бұл бәйгеде жеңіліп те жеңгенбіз қосық десе бар дүнияны ұмытып
Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Ustoz, umr жасыңыз ұзақ болсын. Алдымызда аман болың. Сіз де инсан менен осындай бір сахнада бірге қосық айтып, сахна жолларын үйреніп жатырмыз. Сізден патияңызды алып, халыққа танылып жатырмыз. Сіздің қосықларыңызбенен өніп басып жатырмыз. Мыңнан мың алғыс болсын ұстаз сізге. Расы, ал бірақ тұрмын. Ұстаз алдымыз аман болғайсыз. Рахмет. Енді ұстазам көп болмайды, шәкіртам көп болмайды ғой өзі. Шәкірт бола берер. Бірақ енді ұлы ұстаз Өзбек санатының дарғасы, қосық санатының Кәміл Атаниязов деген адам 4 қана шәкіртіне пәтия берген екен. Болмаса шәкірттер жүре көп болған. Солар Бабамұрат Хамдамов, Атажан Құдайшкөров, Артық Атажанов, Алмахан Қайытова. Енді бағана мен Атажанмен көп істесім деп айтып өткенім сол, Атажанға бір күн сұрағанмын. Бабамұрат Хамдамов бұның алдында тар ұстамайды да, неге тұр? Сөйтіп мен сұрадым, Бабамұрат ағаң Карамадин деген академисті бар еді. Карамадин әке дедім, айтым, ұстаз. Бабамұрат әке үлкен көп ұстазын десем айтты. Патияны бірінші Атажанаға берген екен да. Ол жасқа және басқа қарамас екен. Одан кейін барып, Бабамұрат ағаң, одан кейін апайға берген, 4-ші Артық Атажановқа берген екен. Жайлары жәннатта болсын бәрі. Сондай бір жақсы шәкірттерім біреу бұл енді. Маған келіп, бірінші келіп шәкірт сөйін аға деп келген инсан. Соның үшін өзім баламдай бұл енді. Әкесі Кенжебай шөлі барса, әкесін айтып қойып, сен дүнияға келтірген адам болса, мен адам қылған әкесімен деп екеуміз. Рахмет ұстаз. Ұстазымыз алдымыз аман болсын. Әлбетте ұстаздың айтқан қосықларымызбен сол халыққа аз ғана болса да танылғанбыз. Қосықларының бірі Халила Дәулетназаров сөзіне, Құрбанбай Заредин намасына ақ қуатлы қосығымызды атқарып берсек. Жазған жүрек бауырым үзіліп өсті. Ұшқы қайттан менің ізіме түсті. Мұхаббат сімлі қыз еді аққу. Аққу, аққу, мұхаббат сімлі қыз еді аққу. Muhabbat sımlı kız edi аққу. Аққу, аққу, muhabbat sımlı kız edi аққу.
kanat Muhammad isimli kız edi Aku Muhammad isimli kız edi Aku Muhammad isimli kız edi Aku Рахмет. Ұстаз алдыңыз аман болың. Рахмет. Енді біздің Қалила біздің Яшулла енді қапапелік жігіт қой енді. О, басқа құс қапылғандай аққуға жазған болады. Соның үшін енді бұл махаббат символы дейді ғой енді. Бұны сондай зор қойды танысынам. Бұл енді Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен көркемөнер қайраткері, театрымыздың балетмейстері бар. Өзі единственный примадонна балет бойынша бітіріп келген қыз Ажамал Төлегенова деп атқан. Соған құрметпен рахмет айтқым келеді. Рахмет, балам. Саламатлық. Жүрдік пе? Бола қойшы енді. Астағфыралла. Балам, нөбет жетпеді ғой. Азаннан бері тұрмыз мына жерде. Әмбет шапанын көтеріп зыңғып бара жатыпты. Бұл қалай болды? Ел халық сыйлаған бір микрофонды бер, микрофон сенікі Мынау микрофон. Яға қойын, мынаумен сөйлей берейін жұртқыза. Мынаған асылыңқы жақындақырап тұра бер. Әмі бір ел сыйлаған, халық сыйлаған, ұлы қосықшы болғаннан кейін әмі құтлықлап атырыпты, әмі құтлықлап, ең болса біздерін бір құтлықлайық, әлі құрбан, сілерге не бөле көрінді? Енді мұны еп тұрсы сен. Мұны яғақ шығайын болмаса. Әстағфыралла. Мына зуғын бері кереш. Мына екеуің қасында бір тұрып қалды. Қараның зуғам жоқ. Ал! Мына ел халық қатары бір құттықлайық Яшыл Көлміс деп жатырмын. Ассаламу алейкум. Ақсақал. Ұстаз адам кетіп қойды құттықлайық. Айтшы сен сөзіңді. Мен айтып жатырмын көмеке. Яшыл Көлмісті бір құттықлайық әмменің алдында деп. Дұрыс ай. Көмеке, бірге айтсам қапа болма, бірақ дәл баяға сізге қарағанда жас көрінеді. Жас көрінеді дейсің бе? Жас болғанда тап балаңдай ау қарасы. Бермалау жақылың. Бермалау жақылың. Ол жас көрінбей не қылады? Ол жүреді екен ғой. Енді аяғы бар адам жүреді ғой. Қойшай, соқа дейін мен бұны жүреді деп естіп көрген жоқ. жүрмейді. Кеше жақында өзі айтты, кеше жақында өзі. Інім деді, мен азанда сағат 6-та тұрып 7-ге жеңім әбізатын жүремен деді. Со Керімштауыттан Ашаға 1 келемен, Ашадан үйге жегім қайтаман. Соның өзі 5 километр болады. Жас көрінбейді қалады сондан кейін. Сен сондай жүруді айтып атсан ба? Не білесіңдер? Астағфиралла, басқа жаға ойлайсың. Ертең азаннан бастап менен жүрмін онда. Қоя қойшы. Ой, сен шоршаға қарап жүрмесің? Сен қаяққа жүресің енді? Сенің үйің шоршаға жақын ба маған қарағанда? Маған қара, сен жүретті халық күлетін шығар, азады кетіп барсаң, дәппілі мұна қатын үйіне қуып жіберген бе деп? Бейшараның қуылмаған күні жоқ қой. Халықтың көзі үйреніп кетті, сен далаға шықпай-ақ қой. Қоя қой. Бүгін не келдің өзі? Дәлбайға Мәмбет Мұратты 70 жылымен құттықлайық. Сондай кәптер қойыңда енді. Соны айтамын, Яшыл Көлмісті құттықлайық онан. Мына қара, құттықлау дегеннен кеп шығады. Баяғы содана, мына Дайғыз деген қосықтың шыққан уақытлары бар ма? Ой, сондай бір моды болды сол қосық шыққан уақытларында. Базарда алма қамады ғой. Кімді көрсең алма көтеріп жүргені. Сол уақытларында сонына жүклі әмледан хаяллардың өзі туылса, атын Дәлбай қойаман деп жүрді. Бір хаялды көрдім кетіп атқан, туылса Дәлбай деп қойаман, жат дейме дейді. Астағфиралла. Көздеріңді айтпайсың ба, көздеріңді. Сол қос шыққаннан қыздар, көзін бояуды бастады ғой бұл күні. Астағфиралла. Ол бір гүл көріп деген қосығын айтпайсың ба, Дұрыс.
Ана гүл магазинде гүл қалмаған, қымбат кеткен бәрі. Сол осыдан кейін. Аққу деген қосығы бар ма еді? Аққу деген қосық шыққанда ойбай сөзі, намасы қандай оның. Сол уақытларында көллеріміз аққуға толды ғой бала. Бәрі мінекей қосықтың сөздің құдіреті, атқарушының құдіреті. Ал яқшы қосылай ғой енді айтсайшы. Солай ма? Тосып еді жаңа. Ова, ұстаз, алдымызда аман болың. Мына пірлі сахнада со қосықшылық дариясының ең бір үлкен дарғасысыз. Қанша шәкіртлеріңіз бар? Міне бүгін 70 бәрге шығып атсыз. Құтлы болсын Құдайым. Енді бір аймаға да бір әзілменен айтқан ғой. Жаслық дәурен қайтып келмес, ол хақында ойлама бала. 70 сенің жездің емес, 70 пенен ойнама бала деген. Құда қалесе елі мұны яғында аға 20-30 жылда осы біздерде шәкіртлеріңіз пенен, қазір ғана мына сахнадағы шәкіртлеріңіз пенен бірге көргейсіз. Сіздің қосықтың құдіреті сондан ібарат, нерде отырған міне жеңгемізді осы қосық пенен бағындырған. Соның үшін алдыңызда жеңгем аман болсын, балаларыңыз, қызларыңыз аман болсын. Хәмеше Құдайым осы кісіге хәмдан болып, ертең қартайған, қары болып, сақал қойған уақытында да ақ шашлы ана болып алдымызда аман жүрін кіше. Ал Дәлібайға жасыңа жас қосылсын аға. Іләйім алдымызда аман болғайсың аға. Великий ұстазсан сол ұстаз болып, 100-ге шыққанда да ұсыдай қылейіп сізді осы жерде құттықтап тұру нәсіп етсін аға. Апам менен сау болғайсың. Апа, барлығы сіздің арқаңызда. Сау болғайсыз іләйім сол. Өсіріп атқан перзентіңізді рахаты көрің, ақылық, шаулықларды сүйіп, ағам менен біргелікте сондай бір яқшы юбилейлерді атқарып жүре берген. Сау бол аға. Аман бол, Дәлібай. Дәлібайға 70-те жүгіріп жүргейсің, 80-де секіріп жүргейсің, 90-да таяқпенен жүргейсің, 100-де қаяғымен жүрсең, ояғымен жүр. Дұрыс, әне, саламат болың. Өзбекстан Республикасына қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Өмірбай Қосымбетов әмде Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артистлер Базарбай Назарымбетов, Құрбан Қаландаров. Рахмет, саламат болың аға. Сау болғайсыз алдымызда. Және де құттықтау үшін театрымыз Мұна бағыңдағы алма. Специально әп келдім. Бір жақсы ниетпен әкең аға. Және бірден жеп қойып, тамағын сауыр қылмас. Бізе тұрады екен, бір шетлі отыра берейік. Және де құттықтау үшін сахнаға театрымыз директоры Парахат Мамутов әмде театрымыз жас үлкендерін сахнаға мұрат етеміз. Ассалаумалейкум, hürmetli ұстазлар, hürmetli мейманлар, hürmetli студент жастар. Бүгін сондай бір қуанышлы күн, тарихи сәнеде қателеспейміз, себебі біздің театрымыздың жас үлкені, жанкүйері, көплеген спектакльлердің, көплеген концерт тамашалардың әммесінің баслы рөлінде театрған біздің хақиқи педайымыз, Дәлбай ағамыздың сондай бір ұлы жастары. Дәлбай аға, жастарыңыз құтлы болсын, денсаулығыңыз бекем болсын, алдымызда аман болғайсыз. Хәмеше сіз арқалы жастарымыз үлгі ала берсін. Сіздің әр бір айтқан сөзіңіз біздер үшін де, жастар үшін де үлгі боларлық сондай бір тәжірибеңіз бар, сондай бір минет жолыңыз бар, хақиқи шын мәністегі тәрбия жолы, әмде мәдениет көркеміне тарауында рауажландыру бойынша да көплеген минетлеріңізді жастарымыз үлгі қылып келтіріпті. Және мінекей hürmetli президентіміздің бастамасымен, қолдау қуатлауымен Қарақалпақстан Республикасының рауажландыру бойынша да көплеген комплекслі жұмыстар алып барылмақта. Міне соның ішінде Дәлбайға сіздің сондай бір ұлы жасыңызға қарсы сондай бір юбилей сәнесіне тура келді деп қателеспейміз. Себебі біздің сондай бір ұлы жақында ғана жыраушылық әмде қарайымыз әмде ЮНЕСКОның сондай бір өшпес тізіміне кірді. Бұл да
үлкен қуаныш біздің халқымыз үшін. Ақиқаттан міне жақында ғана министріміз сол іләжді өткеріп, міне Бек Жұмабаевич сот тәдбірден бүгін ғана келді, әмде соны бір жақсы халқымызға інәм етті. Бұл да бір еліміздің рауаждануына, халқымыздың мәдениетінің елі де жоғарыға көтерілуінде үлкен минетлер болып атырыпты, шын мәністе. Бұл да Дәлбайға сіздің бір сондай бір бүгінгі юбилей сәнесінде туыры келгеніне әмде осы сәнеде құтлықлау несіп еткеніне де бізде қуаныштымыз. Сізге және бір мәрте бекем денсаулық тілейміз. Алдымызда аман болғайсыз, әмейше со кейінгі 80, 90, 100 жылықларда да біргелікте белгілеу несіп етсін. Әмде осы адресатымызды тапсыруға рұқсат бергейсіз. Дәлбай достым, міне күніменен сен ақында барлық таманларыңды айтып отырыпты, соның үшін мен уақыт алғым келмейді. Міне Дәлбай арасында да осы тараудағы ең бақытты жігітлердің біреуі. Биыл 70 жасқа шыққанда бір үлкен жаңалық болды театрда. Құрбанбай аға Заридиновтың дөретпесі енді Ибраим Юсупов деген үлкен біздің үлкен тұлғамыз, үлкен шайырымыздың Аралдың дәртіменен жасаған қосықларын жинап, Аралым менің деген опера дөретті. Міне сонда бас рөл Ибраим Юсуповтың образын атқарып шықты. Моно опера. Міне бірақ атқарғанда да Ташкенттен келген комиссияларда көрді. Олар да бұның кімнің ауазына өз алдына баға берді. Жаңағы образды атқарған. Енді қалған жағының барлығын аны жаққа барғаннан кейін айта берерміз. Әлейім, сол жасыңа жас қосыла берсін. Жаңа күнімен айтып атырыпты, арасында да бір Құдай тала бір сол жақсы материалдан таярлаған бору керек сені. Елі еш қартаймайсан кім айтады 70-ке шығып атыр деп. 70-ке емес, 35-ке 40-қа шықты десе, арасында да сенуге болады. Әлейім, жасара бер. Рахмет. О, не деген бұл? Рахмет. Рахмет. Бағанағы айтқандай сахнада Байрам Матчанов деген сахнадағы ұстазым болды мен. 4 республиканың халық әртісі. Сол адам енді баяғы Союз концерттің уақыты Москвада тігіледі, барлық киімдер Райхан Қалмұратпен жақсы біледі оны. Сол Москвада костюм біздерге де тігіледі. Байрам ағаң бір 30-дай костюм бар еді, 30-дай тігілгенен. Елеурі және басқа. Сөйтіп бір күні har концертке har қилы костюм киіп шығады. Бір 30-дай болғаннан кейін бір айдың ішінде жете береді, алмастырып кие береді. Сондай біз бүгін бір айлығын алдық па деп тұрыппыз, Құдай қаласа. Рахмет. Ал енді юбилейімізді ары қарап давам етеміз. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я любимой объяснял, как лебедка тянет трав. Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как моря своих ходил. Она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся. Оң болсын! Оң болсын!
Дәлбай қайда, Дәлбай? Дәлбай, туылған күнің. Ей, 30 жасың оң болсын, Жоражан, туылған күнің құтлы болсын. Зор, отырыс зор өтіп жатыр. Бір гәс өбет дегенде бір тілек. Тілек айтсын, ә? Енді қызың жол жіңішке дейді ғой, дұрыс па? Қызлардан Інже, кел. Ана. Дәлбай, достым, туған күнің оң болсын. Енді бір жігіттерден айтсын. Жігіттерден болсын бір жігіт. Кім? Ой, мынау. Дәлбай Жора, туған күнің құтлы болсын. 100 жаса. Ертерек басылап жіберген екен мынау, я. Енді зор, көз тимесін. Мен бір тілек айтайын. Дәлбайжан, мына 30 жасың құтлы болсын. Құда қалесе, сол 60-70 жасыңда да қасыңда тік аяқта қызметте тұру несіп етсін. 80. Ей, біздер 90-ға шыққанда бұл бар ма, жоқ па, еслеп отырамыз ба? Сен 90-да таяқ сүйем жүрген уақытыңда алдыңнан тік аяқта өтемен бұлай. Сәпсем. Рахмет. Ұнады. Рахмет. Енді гәп жоқ десе. Дәлбайжан, өзің зор қол шықсаң, я дұрыс па? Хауазыңа көз тимесін. Енді қосшылық сондай тарау, бұл үлкен атшабыс. Бір атты айлауға қосқандай гәп. Кімдір Шымбайға дейін шауады. Кімдір Қалқабатта қап қояды. Кімдір Тақтай көпірге Арман Қызылордаға өтіп кетеді. Сол айтқандай, шабысың бәлет болсын. Енді бір өзіне қосып қоса, я? Ава, шаңлық ауаза, я? Ава. Қане? Ұшырасудан дәслепкі ізлеріңнен қалмадым. Ибеңменен сөзіңе аса құлақ салмадым. Қиял шыңына жетіп, дүния жүзін шарладым. Уәде етіп өзіңе талай сені алдадым. Жаслық арманның шегі болмаслығын аңладым. Кешір жаным, мен сені бақытлы ете алмадым. Жаслық арманның шегі болмаслығын аңладым. Кешір жаным, мен сені бақытлы ете алмадым. Бақытлы ете алмадым. Зор, достым, хауазыңа көз тимесін. Мен көз алдыма сондай ізлер келіп жатыр. Құда қалесе, сенің 70 жас юбилей тойыңда сен үлкен қосықшы боласың. Құда қалесе, жақсы ниет. Үлкен сахнаға тұрсаң, төрінде үстінде бір қара костюм шалбар. Ей, шашы ағармаған ғой. Со тұрысы, зал толы тамаша көй ықыласпентлерің сені қоллап қуатлап жатыр. Сол уақытта әне осындай шапалақ болады, қоллап қуатлау болады. Сол уақытта бір қосық жазып барамын мен. Әммеміз бірге айтамыз сол қосықта. Айтамыз.
Ұстаз, юбилей құтыл болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Менде бір сұрау бар. Сіз 70 жасар Дәлібай Мәмбетмұрат, 30 жасар Дәлібай ағаға не деген болар едіңіз? 30 жасар Дәлібайға мен жасыма дейін қыралықта мен жіберген қатешіліктерді жібермей, халықтың назарынан қалмай, менен жоғарылау Дәлібай болсын деймін. Маэстро, музыка! Я любимой объяснял, как лебедка тянет трав. Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как моря своих ходил. Она не хочет слушать, хочет крепче. Қосықта, енді қосық құрдан құрышыға бермейді ғой, кішкене ғана тарихы болады. Бұл енді қосық бұдан бір 96 жылдары жазылды. Жай жәннат болсын, бағана айтып өтіп кеткен Қадырбайлы алып деген композиторымыз бар еді. Ажайып бір композитор еді. Менің туысқаным, менің інім Алым Сейтекіл дейміз бе. Алымбай Сейтектің сөзіне қаламына сөйді залда болса, мың мәрте рахмет айтқым келеді туысқанды. Алым Сейтекіл аман бол алдымда. Бірадар. Бол. Алымбай ағамыз бар ма еді? Неяқты жағып бір көрсетіп қойғанымыз да болар еді. Сіз алға бір свет беріп жібере қойың. Қана. О, арты. Рахмет әзім. Ал енді құттықтау үшін сахнаға Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры, Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалы, Нөкіс қанегелестірілген мәдениет мектебі, Өзбекстан мемлекеттік консерваториясы Нөкіс филиалы, Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті және де филармония жәмәтлерін мұрат етеміз. Ассалаумағалейкум, құрметлі ұстазлар, құрметлі меймандар. Бүгін міне елімізде үлкен той болып барыпты, халқымыз үлкен бір қуанышта. Бұл да болса мінекей со Мәмбетмұратовлар шаңырағында үлкен бір той. Ұстазымыз Дәлібайға Мәмбетмұратовтың 70 жылдық торқалы тойлар екен. Ұстаз құтлы болсын, жасыңызға жас қосылсын, шаңырағыңызда амандық болсын. Лайым со күнің менен жақсы тілеклер айтылып барыпты. Міне үкімет басшылар тарапынан, ел басшылар тарапынан, халқымыз тарапынан, достарыңыз, ұстазлар тарапынан бәрі қабыл болсын дейміз. Бізде өз кезегінде сізге беккем денсаулық, шаңырағыңызға амандық тілеп, Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты жамааты атынан қызғын құттықтаймыз. Оқимыз кайфеті. Жамааттың атынан бір... Айттым ғой, құдақылыса жамамыз. Бастан жаман емес. Әнін саған, Аллам гүл деген. Саламат бол, қанышбай. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметлі бүгінгі меймандар, кешеге жиналған. Дәлібайға жастарыңыз құтлы болсын. Сол енді Дәлібай ағаның жастығымыздан бері қосықларын, кішкентайымыздан бері әмме қатар біздер әмен сүйіп тыңлаймыз, һәм атқарып жүрмін халықтың алдында да әзір. Сіздің тумайырс қосығыңызды мен өзім үйде жырлап
Тумарис есіңдеме деп әзетіп жырлап атқарып жүремен. Оны айтамыз сенің. Сол сіздің өзіңізге келіп айта алмай жүрек, халықтың алдында пайдаланып айтып қалайын деп айтып. Өзіңіздің. Сол жастарыңыз құтты болсын, ұстаз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Қарақалпақ мемлекеттік университетінің, ректоратының, университетінің һәм қала берсе деканатымыз, кафедрамыздың атынан бір сауғамыз бар еді. Ұсынуға рұқсат етіңіз. Рахмет. Рахмет. Нахал жиылығының лауреаты Жырау Саламат Аяфов деген жігіт енді ол. О. Сіздер мынаны точно алдыңдар ғой, я айландырып әкеп тұрған жоқсың. Я неге дегенде түрі біреу болып тұрыпты, сомнительно. Ассаламу алейкум әмеге. Дәлбайға жасыңыз оң болсын. Құдайым алдымызда аман жүргейсіз. Бізді осы Өзбекстан мемлекеттік филармониясы Қарақалпақстан Республикасы бөлімі жәмәті атынан жылды тілектеріміз білдірілген әмесін жазғанбыз. Әмен уақытын алып отырмайық деп. Онан қалай болса подаркамыз бар. Сол және өрметі юбилейіңіз оң болсын. Рахмет. 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 Филармония деген Бердіқ атындағы бір уақытлары ва. Союзда айланған маңыз филармонияның арқасында. Ва, рахмет. Ну, енді свет басқаша, бұған сенсе болады. Рахмет. Саламат. Ассаламу алейкум. Hürmetli кешемізге жиналған қалайық. Ассаламу алейкум Дәлбай аға. Бүгінгі туылған күніңіз құтылма бәрек болсын. Бізге Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театр жәмәті атынан, hem de директорымыз Усманетдин Қазанетдиновичтің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Мынаның ішіне дүниеде ең жақсы тілектердің барлығы жазылған. Қарашай ішіп отырып, өзіңіз оқып аласыз да. Енді азғандай сауалымыз бар, театрымыздың атынан тапсыруға рұқсат етсеңіз. Рахмет. Асан. Самат. Рахмет. Рахмет, Абдурашид. Ой, жақсы етсең өзің. Ұнайды. Маған ұнады. Ядымдаса. Қарақалпақстан халық артисті Дәлібай Мәмбетмұратов атқарады. Тағда Бердіқ атында Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр симфониялық оркестрі дирижер Өзбекстан һәм Қарақалпақстан көркемөнер қайраткері Құрбанбай Зареддинов. Рахмет ақсағым. Сегодня лепеш музыкаш. Еске алып, жыласаң да, күлсең де, нәзік мұңның құшағында жүрсең де, ашықларға ансат емес айралып, қуанышым кеткен екен бір сенде. Aşıklarga ansat emes ayrılık, kuvanışım ketken eken bir sende. Gözüne tan sıykırı var sazdığında, kökregene ümet kuygan nazdığında. Defterinde başkalardan tasalap, koşağında mağan arnab jazdığında. Başkalardan defterinde tasalap,
қосығымды таңға маған жаздың ба. Sarғыш төніп, сахарде таң атқанда, алтын қояш, түнде нұрлар шашқанда, мені ойлап, ояндым ба ұйқымнан, алтын сәуле, айнегімнен баққанда. Meni oylab, uyandım ba uykumdan, altın şöyle, aynegimden bakanda. Gözüne tan, sıykırı var sazında, kökregene, Ömet kıygan nazında. Defterinde başkalardan tasalap, koştuğumda mağan arnab yazdım ba. Defterinde başkalardan tasalap, koşuğumda tanığa mağan yazdım ba. Mağan arnab yazdım ba. Zivadinli pes muzikası. O? Hakikatten Allah Taala'm қосшыға дауысты береді да, әмбеге дауыс береді. Бірақ соны сақлап, халыққа жеткізу үшін сол дауысты қастерлеу керек. Дәлбай есті Сугаттың ішінде бар, үлкен ақсақалымыз Қалбек Камалович, ай Мақсат Сапарович, сенің дауысың ол, сенікі емес ол. Халықтың дауысы. Сен соны сақлауың керек. Шекпесе керетті. Деп айтқанын естіға Далбай? Естім. Сол естігеннен шығар, Далбай осы уақытқа шегім дауысын жөткен жоқ. Даға шүкір, көз тимесін. Рамадан. Себебі дауысты сақлайды. Еш уақытта мұздай су ішкенін көрмедім мен Далбайдың. 45 жылдан бері бірге жүріппен, көрмедім. Әттекі коньяк ішетін болса да соның үстіне көкшай құйып ішеді. Жылы көкшай. Жылтып ішеді. Қатық ішпейді. Дауысын сақларды, осы күнге жеткізді. Көп қосшыларымыз Далбай сен шәкіртлерің айтуын керек та, дауысты қандай қылып сақлау керек. Живой ату үшін дауысты сақлау керек, күту керек, фонограммаға үйренбеу керек. Фонограммаға үйренсең, дауысын қалып кетеді. 2 күн қосық айтпаған қосшы болмайды. Мен композитор болғаннан кейін, қосшылармен көп істесетін болғаннан кейін, анық айтыламын. Бір ай қосық айтпасын қосшы, дауысын қайттан тікілеуі қиын болады. Әттегі әр күні распеп қылып дауысын тазалау керек болады. Әр күні. Соң үшін Далбай сен шәкіртлеріңе және бір нәрсені үйретуің керек. Мен композиторман ғой енді. Наман Қалиланың сөзін тауып аламан, мұсы өзінен сорап аламан, мұсы Далбай әкеп береді, толғатып нұма шығараман. Толғатып. Мұны басқаша түсінбең. Әнелікпен шықпайды ол нама деген. Сөйтіп қосшын кім айтылады, қайсы кімнің дауысына дуыры келеді, кімнің менің көңілімдегі шыққан нәменің Алла Тағалам берген сазаны жеткізе алады деп қосшы деймін. Ол қосшын тауы дым қиын. Қазір қосық айту дым аңсат болып кетті, қосшыдан көп нәрсенің көзі жоқ. Далбайдың ұстазлары бағана көзі айтты ғой. Солардың қасында жүріп, шаңына араласып жүріп қосшы болған. Қазір қосшы көп. Енді сол қосшылар наманы халыққа жеткізу үшін композитордың өзінен үйрену керек. Өзінен үйрену керек. Ол киелі нәрсе.
композитордың үйреткен намасын шаламасек, радиодан шаламасек естіп, өзінің жаңа есту қабілетің шала болғанда қарап, шала үйренсең, жаман қылып айтсаң, бұзып айтсаң, о наманың мәнісі қашады. Дәлбайдың айтқан қосылардың почти 99% өзі авторменен үйренген қосылар. Соның үшін ол қосылар өлмейді. Соның үшін сенің қосыларыңды шәкіртлерің айтқысы келеді. Бірақ олар автордан үйренбегенін білініп тұрады. Мен Бахадыр Разымбеттің бір несіне айран қалдым. Сенің көздерің деген қосты айтатындықта Дәлбайдан кейін келді алдыма мен. Сөйтіп менен үйренді. Дәлбайдың өзі жіберген болу керек тасын. Автордың өзі. Сөйтіп үйреніп Дәлбайға жете қаба қылып айтты ғой. Жете қаба. Дәлбайда қылып айтылған жоқ. Себебі қосықшы бірінші атқарған атқарушыда қылып еш уақытта екінші адам оны жақсылап айта алмайды. Егер автордан үйренбесе, композитордан үйренбесе. Сол үшін Дәлбай сенің осы нелерді сен ұстазыңман ғой, Сен енді менің шәкіртім болып, сен өзіңнің шәкіртлеріңе соны үйретсең, мен ойлаймын Қарақалпақстанның қосықшылық өнерінің рауажлануы, жалын атқаратын қосықшылардың рауажлануы елі көп давам етеді. Көп давам етеді. Соның үшін саған денің сау болсын, шәкіртлеріңді жақсылап тәрбиела. Енді бағана Бәуедин бай мырза айтып кетті. Дәлбайға арнап жаздым. Ибраһим аға өзі арнап жазған болу керек. Дәлбай Ибраһим ағаның ең жақын көретін інісі еді бұл. Сырлас болған, бір жарым қосыларын бірінші мәрте оқып берген. Сонда Ибраһим аға аралдың ішінде жүріп, сыртында жүріп, жаны ашып, күйіп, жанып жинап, жазған қосыларын бәрін мен бір жерге жинадым. Кімге сеніп жинадым? Дәлбай мен Арал мұңын деген қосығымды қормен айтылатын үлкен қос Ташкент, Алматы, басқа жерлерде адамдар тік тұрып жылатып айтқанын бұнан басқа ешкім айта алмай тұрып соғыс. Мен адам тоғылмай тұрып. Дәлбай, сен көйленген бесін, сен қарыз бақсаң, Ақиқи. Және мақтанып паңғата ма? Сондай қылып айтатын адам тоғылмай тұрып. Соның үшін Арал мұңы деген қосықты текарында Ибраһим ағаның барлық Арал хақында жазылған қосыларын бір жігені жинап, Дәлбай үшін арнаулы түрде моно-опера. Моно деген бізде жоқ, Өзбекстанда да сирек ұшырады. Бір адам атқаратын опера жаздым. Дәлбай 1 сағат 7 минут соны живой жаллы ауазда оркестрмен қосып айтып берді. Сахнада ойнады. Енді қағаз жағын айтып бермей, көргендер тыңлағандар болса біледі оның мәнісін. Рахмет. Сенімді ақылай беруің керек. Әзір сен Ибраһим ағаның образында моно-операдан бір арияны айтып бересің, содан кейін өзің құтылқылау сөйлейсің, рахмет айтасың, кейін тойға барамыз. Anam beni şişe alıp esekti, kara üydem şefkanında havleti, tonga şeret kıyaş nurun körgeme, vatan sensin ömrüm hem devleti. Sen kaygırsan kayısadı kabırga, kuvanaman kelse azken avmeti,
Jansam senin dertin benim canıma. Bosağanlı berkatına kılama. Tuğulasan desem ağan sözleri, tekte o sözlerde tuğular yedim. Canana yakmay toprakta şangıtıp, varlık soklağından çuvalar edim. Tuğulasan desem ağan sözleri, tekte o sözlerde tuğular yedim. Canana yakmay toprakta şangıtıp, varlık sokmağından çuvalar edim. Söйтсе дағы бендешілік деген бар. Базда тұрып қиял етсең ойланып. Біздер қуып салған арманлы арал өз жағысын аңсап келсе айланып. Теңіз, теңіз deyip жуырған баллар менің зиратымның басына барып, ядға алса қосығымды төрт қатар, рухым бір аунап, шат болып жатар. Orkasına bakkan suun anudum, sözlerimi sürtüp tavaf kılamam. Bunda terem tamır urgan kerekbim, vatan mağan men vatanla kerekbim. Orkasına bakkan suun anudum, sözlerimi basıp tavaf yetemem. Bunda terem tamır urgan kerekbim, vatan mağan men vatanla Қадірлі меймандар, ғазиз ықыласменділер, соның менен бүгінгі Қарақалпақстан халық артисті Дәлібай Мамбетмұратовтың 70 жылдығына бағышталған юбилей кешемізді жұмақлаймыз. Дәлібай аға, сөз өзіңізге. Әзілер, не айтарымды білмей атырыппан. Біріншіден кегелеріңіз үшін сіздерге үлкен рахмет айтқым келеді. 45 жылдан бері сахнада театр қосық айтып кеткен болсақ, өмір бойы осы халықтың мұңын жырлап, жырын жырлап кеткен болсам, мен де өзім бақытты деп сеземін. Мен қуанамын, мысалға, сондай елде туылғаныма, сондай халықтың перзенті болғаныма. Алым Сейтекілдің бір ажайып бір куплетін айтқым келеді сүйерді. Енді бір түрлеу шайыр енді ол. Minnettarman sağan anacan deydi. Minnettarman sağan anacan Қарақалпақ қып туғаның үшін дейді. Өр көкірекли жайқын суына кендік қаным жуғаның үшін minnettarman sağan anacan deydi. Соның үшін мен жер жәннеті мемлекет Өзбекстан деп атырған мемлекетте жасау. Оның барлық қалдырмаған білиятларының бәріне барған болсам, бұның бәрі мен алдымдағы дарғалар себеплі, Байрам Ахматжан себеплі, Атажан Құдайшүр себеплі, бұлардың бәрін арылағанман. Бір Атажан Құдайшүр арқалы жайы жәннетте болсын, Бабамұрат Хамдамовтың үйінде, Шералының үйлерінде болу, бір қанша дарғалардың үйінде болу, олардың сәубеттерін есту мен үшін үлкен бақыт, бұл үлкен школа. Бүгінгі күнге келіп алдымыздағы бағанағы айтқанымдай тірілегенділер, Нәжмандаға мен жүру, оны мен Мұхамединовпен, Ансатбаевтың қасында жүру. Мен бұл үшін сөге берсін мені. Мен бұл адамды құрмет қыламын, Любаевта. Алдымдан Мадринте инсанның болуы, қалы берді Құрымбай Жерденетпе ақсақалының болуы, ажығамның болуы, қалы берді достарының болуы менің сүйерді. Мысалы, қанша достарым бар менің. Хам халықтың болуы мені ақмақшылығымдан көтерген, еркеліксіздігімнен көтерген, керегінде аспанға шығарған. Minnettarman.
Рахмет, қадірлі меймандар, Рахмет, сіздер әждер. менен. Бәріңізді той жарысынан мархамат. Рахмет. Көріскенше, қош сау, саламат болың.